Барлық әлем Нунакунан сәлем достар. Сразу айтам, 2025-те түсіріп жатырмын, кешірім сұраймын. Кешіктіргеніме. Бұл видео 2024 жылдың жылдық қорытындысы. Біздің бұрынғыша традициямыз. 2020 жылдан бастап, мұны традицияға айналады деп ойлаған жоқпын, шын айтайын. Маған ұнап отыр. Қазір көріп тұрғандарындай мен необычный обстановкадамын. Терең көл дейтін жердемін, Алматының. От душисынан түсірген отырмын, бұл видеоны. Далада. Сол үшін, давайте бастайық. 2024 қалай болды? Пау. Так, надеюсь, мен көрініп тұрмын. И что-то мен неудобно отырған сияқтымын. 2024 жыл өте мен үшін тез өтіп кетті. Прям молниеносно тез өтіп кетті. Но тез өтіп кетсе де бұл жыл өте продуктивно өтті десем де болады, себебі көп нәрсе бітірдім. Жылдың басында мен мем шығардым. Как обычно өмір сүріп жүрмін и ұйықтаған кезде түс көремін ғой, короче. Менің бұрынғы видеом бар емес па, 3-ші класста түскен бір киноға түсіп едім. А моя мама работает в филармонии, так что я буду писать про музыкантов. Моя сестра танцует цыганский. И сол кинода мен дейтін таулардан өзен ағар сарқырған дейтін Ыбырай Алтынсариннің Өзен атты өлеңін оқып отырдым да. Бля, абалама. Жайлаш, видео түсіріп жатырмын мен мияқта. То кетші, пожалуйста. Ладно, сөйлей берем. И соны түсте көріп, мен тиктокқа салам ғой. Тиктокта ол атып кетті ол видео. Типа соған пародия жасағаным. И мен шын өмірде ұйқыдан тұра сала, сразу соны түсіріп, пародиясын жасап, түсіре салам ғой. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнайдай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, аралап толмен тасты арқыраған. Көңілің суын ішсең ашылады, денеңде бар детінді қашырады. Өксеген оттай жанып жануарлар, өзеннен рахат тауып басылады. Қынарда тілсіз тұрған тоғайлары, шуылдап желмен бірге басырады. И как думаете? Бірінші видеосы ноутбукпен түскен атып кетіпті. Потом мен соны пайдалайын деп екіншісін түсірдім. Таулардан өзен ағар сарқыраған. Үшіншісін түсірдім. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнайдай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, аралап таумен тасты арқыраған. Короче, үшеуі де вроде бы лямнан жинап кетті ғой, короче. Әдемі. Жестко. Атып кетті да, и среди школьников бұл не мем болып қалды ғой, мем. Әлі кітаптарында бар екен оқушылардың сол өлең. И сол өлеңді оқыған кезде олар мені еске алады ғой. Нұрболаттың тренді ғой деп. Мен тренд па деп білмеймін енді, мен ба, я фиг знает не ол. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнайдай сәуле беріп жарқыраған. И көп мені белгілей берді, тиктоктарға сала берді. И әрбір комменттің астына сол таулардан өзен ағар сарқыраған деп жазады ғой. Өзен ағар сарқыраған, айнайдай сәуле беріп жарқыраған. Не знаю, мен үшін бұл жақсы бастама сияқты деп ойлаймын енді. Ну так, мен қатты қуанған жоқ маған, но прикольно болды. Так мен мияқтан тұратын сияқтым бар ғой, өйткені ит абалап, дайбалымды шығарды да, короче. И мен кажется, кадр фигня сияқты. Давайте, тұрайын лучше. Так, вроде бы нормальный жер таптым. Отыруға болады, сөйлеуге болатын жер. Вроде бы адамдар өтіп кетіп жатыр менің қасымда. Ну фиксим, пофиг, ладно. Не істемей оларды. Келесі жағдай бұл мен дейтін қысқасын айтқандаға оралдым, достар. Қысқасын айтқанда түсіріп бастадым. Алдыңғы жылда айтып кеткендей, оған себепші Камила дейтін жеңешелерің сендердің. Я сол рубриканы қайтып оралтқыздым. И өкініп отқан жоқпын. Шынымен не үшін тастап кеттім мен оны деп ойлап қоямын да қазір. И соған орай қысқасын айтқанда оралды деп өлең жазып клип шығарып. Жаңа жыл 2024-ті қарсы алдым деп есікте теуіп кіріп шықтым ғой. Жоқ болып ютубты тастап мен қайда демалдым. Бұл өлең қалай жазылды? Мен өзім жаздым битті. Бұл өлеңді мен сразу Ақтауда 1 сағат ішінде жаздым ғой. Тексті мен ән айтып 1 сағат ішінде жаздым да, клип түсіріп тастадым да, дәл сол кезде өзімнің комнатымда светтерді қосып и сразу ютубқа монтаждап шығара салдым ғой. Сағат 12:30-да ма салдым. Солай қысқасын айтқанда оралды, клиппен бірге әдемі етіп оралдым. Қысқасын айтқанда былай тұрсын. Мен осы жылда үйлендім. Менің үйлену тойым болды. Осы жылда менің үйлену тойым болды. Мен ажым ой. Я мен үйлендім, той болды. Және де шын айтайын бар ғой, мен
некомфортно себя чувствовал тойда бар по сути. По сути өз басым мен дейтін тойға көз қарасым нашар негізі. Мен тойды көп адам болған қаламаймын. Шағын шақты адам болған қалаймын. Бір 20-30 адам андай шулатып не істегім келмейді да. Но мен алғашқы немере, алғашқы ұл болған соң, алғашқы бала болған соң енді той жасатқызды ғой. Үлкен қылтып. Официально ЗАГСқа барып некемізді қидық. Иә, сақина бар міне деп қойсын. Адамдар просто қарап отыр, мен не істеп отырмын. Запинаться етіп отырмын достар кішкене. Не айтарым білмей жатырмын. Өйткені бұл импровизациямен айтылатын не да, мен импровизацияға қатты үйренбегем. Той болды, ушу болды, мен биледім. Адамдар тілек айтты. В общем, андай события ғой, прям натуре жүректе қалып қоятын той бар ғой. Келін шай болды. Негізі тойға дейтін менің өзімнің жеке ойым, тойды азайту керек Қазақстанда. Өз басым. Қазір соңғы кезде көп еркектер үйленбей жүр, үйленуден қорқады. Себебі неге? Себебі көп ақша кетеді. Ысырапшылық. Бір жақсы сөз естігем. Үйлену қиын болса, зина көбейеді деген өте рас сөз екен. Шынымен де солай ғой қазір көбінесе. Көбісі сөйтіп жүр ғой. Да. Үйлену жағы солай деп ойлаймын енді. Тузай адамдар меш айтып мияққа маған. Короче, үйлену темасынан шығайық, мен үйлендім, иә, ладно. Потом үйленіп болғаннан кейін сен айтайын да. Баспанақ балалу көтәде сізісіне кішкене бөбек. Бір-екі ай Ақтауда тұрып, мен Атырауға көшіп кеттім. Менің әйелімнің оқуы сол жақта болған соң, сол жаққа көшіп тұрайын деп шештім енді. Білмейді, Атырауға көшіп келдік біз. Жаңа осы біздің үйіміз. Мынандай телевизор бар достар. Вау. Әдемі. Мынандай лампочка осындай атмосфералық қойдық. Керемет, иә, әдемі. Біз бір комнатты үйді жалдап алдық. Атырауда өте әдемі. Центре города по сути негізі бар ғой. Көшкенім Атырауда өте бір опыт болды негізі. Алғаш рет совместная жизнь енді отау құрғаннан кейін өзім жеке тұрып, өзім асырап жатырмын, өзім жауапкершілік алдым. Бұл өте бөлек сезім екен. Бірге бөлек тұрған. Бірге тамақтанамыз, бірге фильм қараймыз. Атырауда жүргенмен менде қазір жоқ, адамдар қолдап қояды екен да. Атырауда жүргенмен мен өзім көп адамдармен таныстым, блогерлермен таныстым. Джакенти бар, ішінде Сикош бар, көп волонтерлармен таныстым, Камиланың. Короче, біз дайыр бізге рум-тур жасап отыр. Иә, рум-тур. Бұл біздің үй, біздің комната, біздің телевизор. Телевизор шүкір, альхамдулилля. Волонтерлік организациясындағы. Мені съемкаларда шақырды Атырауда. Сен әлі жүрсің бе? Бір ағылшынды оқи алмай. Жұрттар 5-6 тілді үйреніп жатыр. Ал сен жүрсің? Әлі бір тілді үйреніп жүр. Атырау қаласын уже білем десем де болады, по сути бар ғой былай. Сол Атырау көшкеннен кейін мен өзіме жесткий цель қойдым негізі бар ғой. YouTube каналыма дұрыстап тұрып мән берем деп, қысқасын айтқанда шығарамын деп. Екінші арнама летсплей шығарамын деп. Кешірім сұраймын. Екінші арнама мен летсплей шығардым, бірақ бұл летсплей Roblox'тан болған. Әйтеуір күн сайын мен үшін андай контент инкубатор болу керек болды ғой мен үшін. Контент шығара бердім Roblox'тан. И не себептен? Доход өсіргім келді, иә. И доход реально өсті. Кешір қойыңдар мені енді адамдар. Roblox'тан летсплей шығаратын болдым мен. Каналдан күтіңдер. И сол уақытта менің инстаграмым, кстати, 20 000 подписчикке жетіпті. 20 000 подписчикке, ема білкейте. Қазір неше менде? 21 000 ба? Қазір жоқ. Сол айтып отқанда мені съемкаға шақырды. Starlink English ағылшын тілі оқу үйрететін. Курсқа ма, я соған шақырды съемкаға. Таргетке реклама түстім. Сен әлі жүрсің бе? Бір ағылшын үйрене алмай, жұрттар 5-6 тіл біліп жатыр. Ал сен жүрсің. StudyLink ағылшын мектебіне жазылып, осы сілтеме арқылы Pro-мен тегін сабақты алып кет. Рилсқа түстім. Well, pardon me, Mr. Perfect. I guess I forgot that you never ever make a mistake. Құрметті әріптестер, шетелде болатын біздің жобамызға Нұрболат мырза бағатын болды. Неге олай? Мен 5 спонсор істеген. Себебі Нұрболат мырза біздің серіктесіміз StudyLink арқылы өз ағылшын деңгейін көтерді.
Сен де өз ағылшын деңгейіңді көтергің келсе, Study.Linkке тіркел. Қысқасын айтқанда ағылшын тілін үйрету керек. Келістік. Егер де мен сияқты болғың келмесе, Study.Linkке тіркел. Доход по-любому мен үшін аз болды, себебі мен үйдің ақшасын төлеп отырмын, тамақ алу керек, анау-мынау, и бірдеңе қылтып темка басайын шештім, движняк басайын деп. Жайлап ойлана бастадым, не қандай пайда бере аламын адамдарға деп. Біраз ойлана келе, мен видео монтаждаймын ғой, видео түсіремін ғой. И видео монтаждағанда маған керекті файлдар керек болады, мысалға звуктар, цветокорлар, текстің шрифттары, переходтар, футаждар, короче, тағы басқа заттар, солар керек болады. И мен оны интернеттен іздеп жүрмеймін ғой, мысалға, мен бұрыннан бері келе жатырмын, 2015 жылдан бері. 2015 жылдан бері барлығын жинақтап бір папкаға салып қойдым. И ойлап қойдым, мен осы папкамен адамдармен бөлісейін да сатып. То есть адамдар әуре болмайды интернеттен іздеп монтажға керек нәрселерді, музыкаларды. И мен пак блогера шығардым. Ну, то есть пак шығардым. Бұл блогерлерге арналған пак емес, только мобилографтарға, видеографтарға, да и в принципе творческий адамдарға арналған пак қой. Ішінде көп нәрсе табуға болады. Барлығын жинақтап, барлығын Telegram каналға салдым, жабық Telegram каналға. И алам дейтіндер бар болса, маған Instagramға жазыңдар. 5000 теңге сөйлеш бағасы, мен түсіп сатдым. По сути, мен оны 15 мыңға сатқам. Қазір 5000 теңге қыламын деп шештім, өйткені артық етпес, адамдарға больше пайдамды тигізейін, чем ақшадан гөрі деп. Ақша үшін емес, 5000 теңге. Сосын давайте Instagramға жазамыз. Атырауда сосын мені подкастқа шақырды достар. Былай бірінші рет официально подкастқа түстім мен. Ну что ж, мы в принципе... Это базар жоқ, мен подкастқа шақыратын кездер келді ма не уже деп ойлап қоймын. Біз YouTube жайлы сөйлестік. Короче, басынан бастайық. Мен ютубермін, жалпы айтпай кеттім жаңа. Ютубермін, үйде 6 баламыз, менімен қосқанда үйдің үлкені боламын. Жалпы үйлендім я. То есть ты больше делаешь акцент на YouTube. Ты начинал с Ютуба. Да. Почему ты начал с YouTube? Почему не с Инстаграма, не с ВК или с других социальных сетей, которые были? В общем, ол кезде Инстаграм қатты дамыған жоқ, фотолар салатын не ғой, ол кезде қатты не емес, қазіргідей емес, Вайн анау болған жоқ ол кезде. YouTube болды бастан. Сол қызығып, менде ноутбугым болған, монтажға қызығатым, сурет салатым, мультик шығаратым, пейнттан. Жалпы өзім творческий адам. Короче, ты учился всему сам, ты не покупал никакие курсы, никому не ходил, ты просто смотрел какие-то ролики, обучался этому, вдохновлялся и творил, да? Ютубта тұру бар ғой. Он сейчас продает курс. Блогинг жайлы сөйлестік, подписчиктер жайлы сөйлестік ол подкастта. Если что, описание қалдырып кетем бұл подкастты. Мен өзім шыны керек есіме жоқ не айтқан, но қалдырып кетем описанияда тұрады. Әйтеуір какой-то ақылды сөздер айтып отырмын, білмеймін, мен ол кезде қатты не емес, жабық адам, ұялшақ адам, негізі достар бар ғой, шын өмірде былай қарап тұрсаң. Көп сөйлей алмаймын, импровизация қылтып. Подкастқа келдік. Жакенчі жүр, бесе прикольчі жүр, науа жүр, білмеймін ол. Серіш, алмазеке бәрі бар, короче. Ротпен ғой ше, білгенші. Текстқа сөйлем қалған адам ғой, үйреніп қалған адам ғой. Сол үшін қазірдің өзі де маған қиын болып отыр сөйлеу, өз ойымды жеткізу қиын болады. Екі сөздің басын қоса алмаймын мен. Бірақ достар, мен соны осы жолы түсініп отырмын ғой. Өзімнің қателігімді түсініп отырмын, өзімнің ошибка, травмаларымды лечить етіп отырмым, сол сөйлей алмаушылығым. В общем, мені подкастқа шақырды, ішінде Алмазеке, Сейкош, Сериков, Жакенти. Картога. Кто-то Кинже? Почему вы мало ты Кинже? Ты значит Ерке, правильно? Кім болды тағы? Балды ма? И сол барлығымыз блогинг жайлы сөйлесіп оттық. Блогерлік тарихымызды, өзіміз өмірбайымызды айтып оттық. Как я уже говорил, мен Атырауда қысқасын айтқанда түсіріп бастадым. И сценариялардың барлығын маған Камила жазып берді. Байқаған шығарсыздар, ол қысқасын айтқандалар, там ояқта сөздер қатты юмор жоқ па дейсің ғой, да? Камилада что юмор жоқ дейсің. Жоқ, в натуре толық сценарийін менімен жазған, Камила жазған. И сол үшін ол бұрынғыдай вайп жоқ та менікіндей. Қысқасын айтқандағыдай. Где там наркоманский шуткалар, упоротый шуткалар жоқ та ондай. Адекватно сөйлеп отырмын да қысқасын айтқанда. Сол видеоларда. Но рекорд орнаттым каналда. Ең ұзақ қысқасын айтқанда сол Атырауда түсірілген. Қысқасын айтқанда мен дәрігермін дейтін видео. Волонтерлармен таныстым Камиланың. Сол волонтерлар менің қысқасын айтқанда видеома түсті. Короче, біз қысқасын айтқанда доктор сұрадық. Келесі қызықты момент ол Атырауда ораза, Рамазан айы өте күшті өтті. Бірақ шын айтайын бар ғой, осы жылда менің имандылығым түсіп кетіпті.
жаман астына түсіп кетті. Мен боқтайтын болғам көп достар. Мен көп күнә жасай бастадым. Мен намаздарымды қаза етіп жүрдім. Вообще негізі көп нәрседен алыстап кетті мен. Имандылығым жаман түсіп кетті менің, шын айтайын бар ғой. Мен адам болған соң сендермен бөлесіп жатырмын да, пенде болған соң, өйткені алдыңғы жылдан қарағанда осы жылдағы менің имандылығым түсіп кетті. Өздері көрдіңдер ғой, алдыңғы жылы мен умраға бардым, видеолар түсірдім, где много напоминаний, влогтарда напоминание жасап жүрдім. Стористерде напоминание жасап жүрдім, салауат айтыңдар анау мынау деп. Қазір ондай жоқ менде. Неге екенін білмеймін енді. Надеюсь, осы жылда 2025 жылда мен өзімнің имандылығымды көтеремін деп ойлаймын. Одан да көтерілмеген деңгейге көтеремін деп ойлаймын. Сол ораза болды. Оразада адамдарды шақырдық біз. Камиланың волонтерларын шақырдық. Қайын жұртымды шақырдық ауыз ашарға. Блогерлерді, достарымды шақырдым ауыз ашарға. В общем, естен кетпес Рамазан айы болды. Исламский викторина жатыр. Әр дұрыс сұраққа қанша теңгеден 100 теңгеден береді. Сенде қанша теңге? 1350. Сенде? 200. Менде 400 теңге уже. 1450. Сенде қанша? 400. Короче, исламская викторина жатыр. Сенде 750 теңге бар уже. 750 теңге. На первом месте стоит. Менде 100. А, жоқ, мен 200. Короче, дерзко. Давай еще раз вопрос. Қандай сұрақ? Давай, тихо. Мұхаммед салсам, неше жасында айс болды? 63. 49. 63. От души отырдық жігіттермен. Кайф болды, шыны керек, күшті болды. Жалпы осыны отырсыға өзім барғым келді де, олай шақырса екен деп та. Шақырып қойып, мен өзім жасап жүрдім ғой, сондай отырыстарда енді. Базар жоқ, шүкір, алхамдулилля. Әдем болды. Тарауихқа бардым. Негізі қатты сағынып отырмын мен Рамазан айын. Осы 2025 Рамазан айында дұрыстап сол айды пайдалану керек. Имандылықты көбейтіп, күшейтіп, намаздарды қаза етпей, мешіттерден қалмай сөйту керек болып тұр енді. Надеюсь, дұрыстап түсіндіріп айтып отырмын, енді мен өзімді түсінбей отырмын қазір не айтып отырғанымды. Осы жылда производство болды десем де болады менде. Адамдарға пайда тигізу. Например, мен YouTube чек-лист шығардым. Осы чек-лист арқылы YouTube'ты неден және қалай басу керек екенін білетін боласың. YouTube түсірсең ерінбей, тояда қардың тіленбей атты дайын чек-лист. Ішін 100 пункттан тұратын нақты тапсырмалар бар. Өте пайдалы, өкінбейсің. Ал чек-лист алу үшін мен дайрегіме YouTube сөзін жаз. Чек-лист это задачалар беріп тұрады саған, и сол задачаларды орындайсың сен по пунктам. Соны чек-лист деп атайды. Мен сол чек-листті YouTube бойынша жасадым. YouTube түсірсең ерінбей, тояда қардың тіленбей атты чек-лист. Короче, сондай. Қалай? Не дайындап отырмын? Қызық па, алғылан келіп тұр ма уже? Но қатты өткен жоқ адамдарға. Бір 10 шақты 20 шақты адам алды. Если что, алам дейтіндері бар болса, менің телеграм каналыма салып қойдым сол нунпакқа тоже. Алам дейтіндер бар болса, 5000 теңге сол айтқандай бағасы. Инстаграмға жазыңыздар. Мияқты отпен болды. Осы жер болады сияқты, мне кажется. Тут тепло, уютно. Жақсы екен. Кеттік жалғастырамыз бәрі қарай. Давайте. Сіздер білетіндей осы жылда қайғылы оқиға болды. Яғни Атырау қаласында потоп болды. Налит паводки ма, сондай, короче, су басып алды барлық ауылды, Ресейден келген суда. Көп адамдар өз үйлерін жоғалтқан, соның кесірінен көп адамдар үйсіз қалып қойған, қайтыс болып жатты. Адамдар бір-бірін даже тонап жатты десек те болады. Енді сол адамдарға көмек керек болған соң, біз атыраулықтар болып жиналып. Ассалаумағалейкум, Атырау қаласында тұрып жатқан менің көрермендерім, кәсіпкерлер, достарым, блогерлер. Қазір Атырау білесіңдер, қауіп төнуде. Біле берсеңдер, қазір Құлсары қаласы потоп уже болды. Кетіп жатыр суға. Сол потоптың кесірінен үйсіз қалғандар бар, киімсіз қалғандар бар, тамақсыз қалғандар бар. Короче, соларға көмек жинап отырмыз. Любой нәрсе, вот бумага, тамақ болсын, күрек, әртүрлі нәрселер, көмек, әрбір көмек маңызды бізге. Көмектесіңіздер, өтініш. Не қолымыздан келеді, сонымен көмектесек, давайте достар. Адрес осы жерге жазып кеттім. Давайте келіңдер. Біз қазақпыз. Бірге болу керекпіз. Волонтер болдық. То есть мен де волонтер болып блогерлік үлесімді қостым. Волонтерларға Камила екеуміз. Не только Камила екеуміз, басқа блогерлерде басқа қаладан келіп Атырауға жедел штабқа жиналды. Гуманитарлық көмек көрсету үшін. Ол жерлерге біз продукт әкелдік, киімдер әкелдік, керек заттар әкелдік нуждающийларға. Біз әкелген жоқпыз, конечно, но біз соларды упаковывать етіп, сортировать етіп жібердік. Бұл алғаш рет мен бірінші рет волонтерлық болғаным. Андай еще профессиональный жасыл зат киіп аласың, андай жилетка деймін, ал дейді сол. Еще видео түсірдік. Мне қазір бар ғой, андай чувство типа. Не болмай андай.
апокалипске дайындық чувством сондай. Короче, бұл чувство соңғы рет менде митинг басталмай тұрып болды, газ елу деп жүрді ғой адамдар алдыңғы жылы, 2022 жылы. Сондай чувство менде соңғы рет сол кезде болды. Қазір басталып отыр тағы да сондай чувство. Что-то неладное болатын сияқты дейді. Бірақ жақсы зат болсын енді. Құдай сақтасын, бәрі жақсы болсын. Барлығын призывать етіп, ол видеода жақсы просмотр жинады. Енді адамдар келіп сол видео арқылы көмектесті. Көп адамдар көмектесті шынымен. Осындай кезде қазақстандықтар бірге бір кулак болып жиналу керек қой, сондай кезде бір-бірімізге көмектесіп. Шүкір, Ақтауымызда да барып көмектесіп жатты. Сондай қызықтар болды. Келесін айтып кетейік енді. Енді сол Атырауға потоп келген соң біз ойладық, бізге Атыраудың өзі қаласына келіп қалады шығар, может быть деп. Атырау қаласын су басып кетеді шығар. Содан қорқып, біз Атыраудан көшейін деп шештік. Қазір чрезвычайная ситуация болып тұр. Кім біледі, кім білмейді. Мен қазір Атырау қаласына тұрып жатырмын. И короче, білесіңдер, Құлсары уже батып кетті, анау-мынау. Енді су Атырауға келген деп тұр, достар. Сол үшін мен көшейін деп тұрмын Ақтауға қарай. Көшіп болғаннан кейін барып видео салатшарым нормально. Так что аман саулық тілеп қойыңдар. Кім тоже Құлсары Атырауда, сендерге де жеңілдік тілеймін. Баршамызға Алла тағала жеңілдік берсін. Үйдегілер де уайымдады да, Атыраудың көшінер құрсын. Өйткені новостиларда шықты. Сондай прогноз болуы мүмкін, Атырауды басып алуы мүмкін, өйткені жайықта уже су көтеріліп жатты. Атыраудан Ақтауға билет жоқ, прикиньте. Пойызбен жоқ ешқандай билет. То есть бәрі заборонить етіп қойды, бәрі алып қойды уже. Былай ғой, хабар айтайын. Атыраудамыз, Ақтауға билет алуымыз керек. Бірақ билеттер жоқ екен. Самолетқа бар, бірақ 200 мың теңге бір адамның басына. Ондай ақша қайдан табамыз? Машинамен барайын десек, Құлсары жол жабық. Енді біз не істейін деп отырмыз? Біз деген Ақтөбеге барып, Ақтөбеге пойызбен барып, потом сол 9-ы түсіп, потом кешке Ақтауға барамыз сол Ақтөбеден. Пересадкамен ғой, короче. Сондай хабар бар. Самолетті айта алмадым енді. Бағасы 150 мың теңге, 400 неше? 400 мың, 300 мың болды бір адамға. Как будто әдейі жасалынған сияқты ма, білмеймін. Или сондай кезде өзінің әркім пайдасын көріп алғысы келді ма, сондай болды. И біз биттік. Ладно, Ақтауға прямой рейспен бара алмасақ, онда Ақтөбеге барамыз. И Ақтөбеден Ақтауға барамыз деп. Ақтөбеге билет бар екен, оказывается. Біз Атыраудан Ақтөбеге билет алып қойдық. Ақтөбеге келдік, бір күн сол Ақтөбеде болдық. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Шүкір, альхамдулилля, Ақтөбеге жеттік аман есен. Сол енді кешке кетеміз уже Ақтауға. Жол жүреміз. Ақтөбе өте әдемі болды. Кстати, сол бірінші рет Ақтөбеге келуім осы жылда. Осы жыл емес, осы өмірімде вообще. Ақтөбеге бірінші рет келдім, қыдырдық, қаланы көріп қайттым. В принципе, жақсы бәрі ой жақта. Өте керемет. Маған ұнады. Не забываем күн. Хоть бір күн болсақ та болдық та, но өте естен кетпес күн болды мен үшін. Кстати, біз сол Ақтөбеге өзіміздің мысығымызды алып кеттік, Мелиса дейді. Атыраудан Ақтөбеге, Ақтөбеден Ақтауға мысық тасып жүрміз ғой пойызбен. Итак, сосын Ақтөбеден біз Ақтауға келдік. Ура, наконец-то! Мен үйдемін. Мен үйге келдім. Пак деп налелдерін шығардым ба? Күн сайын налелдерін шығарам, так что дайын тұрыңдар. Атак басқа хабар жоқ, сол альхамдулилля, Алла шүкір. Енді Ақтауға келгеннен кейін ары қарай летсплейларымды жалғастыра бердім, бірақ ол шамалы болды. Ақтауда мен вообще видео түсіре алмадым өз үйімде. Біз енді көп балалы үй болған соң, үйде әрқашанда құттай балдардың жылауы, то бізден бәрі бірден қалай есікті қаға береді, біздің комнатқа без спроса кіріп кете береді. Мен видео түсіріп жатқан кезде мысалға, допустим, деймін да. Мен бөлек тұрғым келді. Шын айтайын, мен бөлек шығып кеткім келді. Маған ұнаған жоқ. Менен кейін 2 інім бар, 3 қарындасым бар. 3 қарындасым екеуі егіз, кішкентай. Шынымды айтамын, ақша қатты таба алмадым мен Ақтауда. Бір орында жата берген соң мен күн сайын үйде ұйықтай бергім келді. Прям желание болған жоқ жұмыс жасауға. Жоқ, ұйықтай бергім келдім деп қоямын ғой. Мен вообще шығып кеткім келді үйден, вообще негізі үйде болғым келмеді вообще. Жұмысты таба алмай жүрдім, рекламалар вообще түспей жүрді, шын айтайын. Қиын болды вообще. Мен ауырып қалдым, мен жестко ауырып қалдым. Інім екеуміз ауырып қалдық. Ішім ауырды, жүрегім айнды, құстым. Достар, мен ауырып қалдым, жаман қатты ауырып отырмын. Енді қазір парацетамол ішіп алып терлеп отырмын енді. Түр-түр құстым ғой. Прикиньте. Жаман екен. Жестко ауырдым мен, достар. Басым жаман айналып, қазір чуть-чуть нормальмын әйтеуір. Кеше жестко болды ғой. Кеше деп болған, бүгін түнде вообще ұйықтамадым, бір түрлі түстер көрдім.
не болды еще галлюцинация болды көп. Ешкімге ауыры тілемеймін достар, денсаулықтарың бәрі жақсы болсын. Осындай кезде түсінесің ғой, ең басты байлығы денсаулық екен. Қалғандар бәрі фигня. Денсаулық болса, аман басым болса, ештеңе етпейді оған. Мам елесі ішіме жатып алады. Сезеді ау деймін походу. Ішім ауыратыр как раз жүрегім айнып. Сосын жатып алады, спокойно. Қатты шөлдеп отырмын бар ғой, ё-моё, су ішсем де кетпейді бұл. Ішкім келмейді. Аппетит жоқ тым. Хилакфорд ішіп алдым 40 каплясын. Нормально болып отырмын. Достар, ема қалай жазылып кетсем болады? Тамақ ішем, құс пісем, су ішем, құс пісем. Басым айналады. Қалай жазылып болады? Тағы не болады менде? Сол ішім кішкене жүрегі айнап отыр. Қалай жазылып болады? Аппетит жоқ вообще. Тамақ жейін десең. Жан басыма укол салады ғой. Ема соңғы рет қашан салдым мен? Бір 10 ба 9 жасымда ма салдым ғой. Уже забыл кеше градусникті. Кеше пазыр болып қалған соң градусникті қалай салады білмей қалдым ғой. Чота білмеймін, не болған маған. Даял дейтін інімде ауырып қалды. Екеуміз бірге витаминдер алып, система алып қайттық. Екінші арнама соны айттым, ауырып жатырмын деп. Қалайсыңдар бүгін летсплей жоқ? Мен ауырып жатырмын себебі. Көріп тұрған шығарсыңдар түрі әбіржіп кетті ішін ағарандар шқам. Кеше дәріге жан басыма укол салғам, қазір қатып қалған екен, қазір дәрі прикиньте. Күнде система алып жүр, қолын көрсетші қолын. Міне. Қолын тиісіп сәтін. И болды мына цензура. Достар, поэтому күттіңдер. Давайдар бакандар. Короче, басты денсаулық ең бастысы. Ешкім ауырмасын, ешкімге тілемеймін. Мне кажется, мен ауырып қалдым из-за того, что мен жұмыс жасамай жүрдім, сол вот именно. Мен байқадым, көп жұмыс жасамай кетсем, үйде жата берсем, мен ауырып қалам жаман. И то ол жұмыс, мен жақсы көретін жұмыс болу керек те, мен жұмыс жасасам конкретно. Өз сүйікті ісімен айналысуым керек. Айналыспасам, бітті. Келесі момент осы жылда мен дейтін бірінші рет өз Ақтауымда тұрып алып, өз Маңғыстауымда тұрып алып, бірінші рет Бозжыраға бардым. Мынандай әдемілік біздің қаламызда, біздің елімізде бар екен бірінші рет көрдім. Любой адамға советую баруды. Өйткені ана жақ Марс қой достар. Марс ана тұрған. Шетел метел не надо нам. Басқа планета ана яқ негізі бар ғой. Марс. Өзінің тарихы бар біздің. Бозжырамыздың, өзіміздің жеріміздің тарихтері бар. Сендер білесіздер ме? Каспий теңізі негізі бұл мұхиттың қалдығы екенін. Оказывается, біздің жерімізде Тетис дейтін бұрында мұхит болыпты. Бұрында біз заманымызға дейін біздің жерімізде Тетис дейтін мұхит болыпты. И сол Тетистен Қытай бөлініп кеткенде теңіздер болып қалдық болып қалып қойған. Соның ішіне Каспий теңізі кіреді. Арал теңізі де кіреді. Вроде я если не ошибаюсь. Кстати, сол жерлерге барған кезде, Бозжыра, анау жерге барған кезде, Қызылкөпке барған кезде акуланың тістері табылды, тасбақаның заттары табылды. Короче, бұрынғы мегалодонның тістері ма сондай ау деймін. Бозжыра, мына яқ енді вообще мұхит болды дейді ғой маяқта, білесіздер ма? Тетис дейтін мұхит болды маяқта. Мен өзім фотограф болып жүрмін, өзінше бір турист сияқты. Вообще маяқта Тетис дейтін мұхит болыпты. Акула бәрі жүзді маяқта Маңғыстауда. Потом барып қурап бәрі не істеп тартылып бәрі осындай болып қалды ғой, короче. Камион болып қалды, короче, тау енді адамдар жүр осының үстінде бәрі. Осылай фотоға түсіп мәз болып жүрміз әйтеуір. Шүкір, өмірге мәзбіз, альхамдулилля. Өздерің қараңдар, міне, қара шеше, ё-май, өздерің келдеш өздерің. Здесь так красиво, я перестаю. Не перестаю, я умею шать. Бә, керек болса тағы бар, міне, қараңдар, еще эпично құс ұшып кетеді ғой, қарашы, міне, в шоке болады. Потом сол жерде тамақ ішсек қой, пловпен конкретно қысқасы сімір болып. Кайфуша, міне, осы саяхат, өмір саяхат қой негізі, кайф қой негізі, чай ішіп, осындай витпен. Келуге стойды емес, даже келу керексіңдер. Кеттік Маңғыстау, рахмет сендерге, ема осы красотаны көрсетіп жатқандарыңа. Солай біз үйге автобуспен қайттық, кешкі түн батайын деп тұрды. Солай қайттық. Давайте пока-пока, чао. Өте қызықты саяхат болды мен үшін. Өте керемет. Осындай турларға барып тұру керек, чтобы кругозор расширялся. Солай достар, өте керемет саяхат болды. Так, тағы да не болды осы жылда? Исламбек пен Данарай дейтін блогерді білетін шығарсыздар. Біз солармен Ақтауда кездестік. Кездескенде қалай? Біз бірінші Комната Страхаға бардық. Комната Страхаға барып, солай бастап кеттік кездесуімізді. Ай, Алла. Әжір, подвалын не ұстамай шығар? Жоқ, барып тұр. Өзі оқымай жатыр кісі. Мен қатты ұнатпаймын мұндай жерлерді. Исламбек, мен, Камила үшеуміз кіріп кеттік. Ол кезде Исламбектің әйелі положениеда болған соң ол кірген жоқ та енді содан. В общем,
біз кірдік, қорықтық, шығып кеттік. Ладно, фиксеймін. Сосын барып тамақ ішіп, бірге бір-бірімізбен танысып жақынырақ. Короче, бүгін блогерский комьюнити, блогерская парочка. Да. Тема өтіп жатырмын да. Yeah. So, сегодня приятный вечер. Ассаламу алейкум. Бүгін біз екі парочкамен кездестік. Көйлек, және күйеуі. Жанында мен күйеуім. Есім айтатын едім бірақ айтылмашы. Нұрболат, иә? Әңгіме айттық. Күшті әңгіме болды. Есен кетпес. Рахмет сендерге. Керемет адамдар екен. Танысқаныма қуаныштымын. Потом Ақтауда жүріп, мен бөлек шығып кеттім ақыры. Біз ұялдық. Күшті жерден ЖК-дан әдемі ұялдық. Сатып алған адам құсап айтып отырған бірақ. Иншалла сатып алған осы жерлерден бұйырса. Себебі бөлек шықпасам болмайды. Отау құрғаннан кейін мен өз басым ойлаймын. Отау құрғаннан кейін ер адам бөлек шығу керек. Маған анандай стереотип ұнамайды. Ата-анамен бірге тұру керек дейтін нәрсе едім да. Жоқ, ладно. Мен айтып отқан жоқпын. Ата-ана қарсы шығыңдар, тастап кетіңдер деп айтып отқан жоқпын. Мен тастаған жоқпын ата-анамды. Просто ер адам болған соң, әр ер адам өзіне жауапкершілік алу керек. Отау құрдың ба, бөлек тұру керексің. Себебі очагасы болу керек, үйі болу керек, где он должен быть хозяином своего дома. Сол үшін ер адам сол кезде дамиды. Егер ер адам бөлек шықса, ол более жауапкершілікті болады, более ответственный болады, более сосредоточен болады отбасына. Бөлек шығып кеткеннен кейін угадайте, что яма жеңілденіп қалдым, іздей бастадым, қай жерден ризық тапсақ болады деп, қай жерден еңбек етіп ақша табуға болады деп. Ал егер мен ата-анаммен бірге тұрған кезде мен вообще не парился об этом. Үйде тамақ бар, анау бар деп подсознательно жата бердім ол мен. Короче, дымға уайымдамай. Жаңа үйге көшкеннен кейін етің тіріліп бірдеңе істейсің ғой әйтеуір. Окей, бөлек шығып кеттім, үй таптық, тұрып отырық. Осы жылда менде балабаймен коллаб болды. Настроение кайфовое, уайымдама. Сенікі қалай? Бері бар үшін. Нормативге де алып кеттім, на всякий случай. Что там? Контент айыранешь қазір, короче, жігіттермен. Бір емес, даже 3 рет болыпты. Да, вроде 3 рет болды, менде балабаймен коллаб. Балабай өте мықты блогер, Майк Миллер. Ассаламу алейкум, қалайсың? Сенімен осы жылда коллаб жасағаныма мен өте қатты қуаныштымын. Базар жоқ, жақсы контент әкеліп бастады Қазақстанға. Как будто мистер Бист сияқты проект болды. Біз теңізге барып, өзімізді закопать еттік. Осындай контент түсіргеніміз бар енді. Олар вертяг емес, бүйтіп жатса че? Басын ба қазір? Кім соңғы шығады, сода ақша ұтады. Бүгін біздер дәл осы құмнан кім соңғы шығатынын анықтайтын боламыз. Дәл қасында Нона Кун, Дейлин, ең соңғы шыққан адамға 100.000 теңге. Сонда видео түстім. Кейін біз дейтін оның видеосына кругтан шықпа, сосын барып ақша ұтасың дегенде мен ұттым. Прикиньте достар, екінші видеосын мен ұттым. Бүгін бізде үлкен сынақ болады. Кім ең соңғы мына кругтан шығады, соған 100.000 теңге. Қатысушылар дайынсыздар ма? Яқала. 2-1. 2-1. Нұрболат. Жалпы осы ақшаның жартысын Нұрболат бауырыма бергім келіп тұр да. Серьезно ма? Серьезно, бөліскім келіп тұр. Серьезно. Кейін Нұрболат бауырым келшеш. Вот это финал. Ең әдемі финал. Кинодағыдай бітті барлығы. 3-ші видео түсірдік, қайық бірге жасадық. Қайық жасау дейтін видео. Мынау бір сол видеода енді дурачил конкретно негізі. И сәлем достар, сіздермен бірге мен Майк Миллер. Бүгінгі видеода бізде мощный челлендж болайын деп тұр. Бұл челлендж кім мықты қайық жасап шығарады және кімнің қайығы өте ұзаққа барады деген сайыс. Бүгінгі видеода қонақта сіздер жақсы көретін Нона Кун. Барлық әлем Нона Куннан сәлем достар. Чо там ағайын. Бүгін бізде потолок контент ойнап тұр. Нона десең яққа кетіп қалсың. Кішкене пожульничал, но сонда да қызық болды, өте керемет опыт болды. Балабай екеуміз қырылып қалған момент болды ғой. Это по сути не ғой, постанова. Міндетсімей ақ қойшы өйтіп негізі бар. Міндетсімей ақ қойып керек емес негізі. Түсірмей ақ қойшы видеоны. Керек болса. Сен Нұрболат. Ей, Нұрболат деймін. Қой деймін, ей. Нұрболат. Йоу, Нұрболат. Көт боқ болған дейсің. Кешірім сұрайым балабай екеуміздің атынан. Кешірім сұрайым. Кішкене андай хайповатса хотели деп па. Вот солай балабаймен осындай коллаб болды. Өте қызықты болды, Ақтаудағы күндер насыщенный болды. И знаете что?
Мен дейтін бірінші рет амбассадор болдым. Бір бизнес аккаунтына контент-мейкер болдым. То есть бірнеше видео алып алды менен. Бірнеше видео сатып алды. И не бизнес десеңдер, бұл Ақтау қаласындағы телефон сататын магазин Pintle.kz менен видеолар сатып алды. Достар, кім білмейді, мен Pintle.kzге жай видео түсірмеймін, мен амбассадормын Pintle.kz-тің. Давайте, так что қазір видео рилс салдым, соған лайк басып, комментар жазып кетейік ағайын. Мен оларға контент жасап жүрдім, көп контент жасадым. И знаете, бұл контент өтті деп ойлаймын енді оларға. Мен дейтін өткені стараться еттім, себебі ешкімге ұқсамайтын ерекше контент жасауға тырыстым. Ассаламуалейкум, 7-12. Уағалейкум ассалам, все хорошо. Жүргізуші көлікті жүргізіп бастады. Брат, солға бұрылың керек еді. Навигатор тіке жүру керек деп тұр. Алға қарай жүре беріңіз. Бұл тезірек жететін маршрут. 1 километрден кейін қаланың шетіне шығыңыз. Қайда қаланың шеті? Мынақтау жақын жерде ол. Навигатор солай айтып тұр енді. Бұл тезірек жететін маршрут болады. Тіке жүруді жалғастыра беріңіз. Брат, олай емес, қате оған, 5 минутта жетуге болады оғанды. Солай енді GPS айтып жатыр. Ол қателеспейді. Жақсы, тез болайықшы болды. 200 метрден кейін көліктен шығыңыз. Мә, мынаны кию керек. Қуасың болмаған ақ керек. 300 метрден кейін тауға көтеріліңіз. Тауға шығып несін деп жатыр, қуасың ба? Дала еще 48 градус болып тұр, мен шықпаймын тауға. Вообще шықпаймын. Шығармайсың мені, шықпаймын. Тоқтамаңыз, алға қарай жүре беріңіз. Қашан жетеміз? 6 метрден кейін таудан түсіңіз. Жүре. Брат, бір мен шағылған сияқты. Брат, дайын тұр. Жатқа, секіреміз. Жо, мен мынаған секірмеймін. Хороший, это уже перебор, сен жарым водительге солай айтып тұр. Солай тезірек жетеміз. 5 метрден кейін суға секіріңіз. Ол жетет бауырым, тауға міндік, секірдік, жүрдім, бүймен шағып, суға секірдім. Сен шыққаш ба жұмыста? Біз келдік. Белгіленген бағытқа келдік. Pintle.kz. Жалпы өскенде телефон по-любому болу керек ішінде. Ой, қайда өскенде, даже қазірде болу керек. Жүр кетік саған телефон қарайшы қазір. Бірақ папа, мен қыдырғым келіп тұр. Охо, міне күшті телефондар бар мұнда. Ойбай, бұл кімнің папаши? Папа, қара. Қойшы. Ой, мор, не ештеңе? Алып барсаң ғой жандарым сол. Осы красавицаны қараш. Ал мынау не деген красавчик. Керемет. Папа, сен менен қарағанда телефондарды қатты жақсы көретін сияқтысың. Қайдан айтпашы Pintle балам. Сол, күйеуімді жаңа iPhone алуға жіберіп едім, Pintle.kz-тен. Мәшін қақып кетті. Қасқа, енді не істейсің? Білмеймін, Samsung алатын шығармын. Бауырым, кене қойшыш, не істеп жатқанды қарашыш. Адамдар бар, бала-шаға бар дегендей, не істеп жатсың жолдың бойында, Тем более Pintle.kz-тің қасында. Кстати, телефон алдым сояқтан. Мен жынмын, мен бір желание орындаймын. Жындар 3 желание орындайды, по идее. Көтің қысшы. Онда маған жаңа iPhone. Шырағым, Pintle.kz бар болғанда, iPhone желание бола ма? Басқа зат сұра. Уақыт жоқ, бос тезе. Жақсы, давай. Жоқ, тоқта. Бұрын өзімде дұрыс телефон болмағымнан, мен достармен амандаса алмадым. Неғып жүрсің? Телефон қайда? Содан радиохаларым біреуі маған Pintle.kz дүкенін ұсынған. Бір күн барып көріп едім, сразу өзіме жаңа телефон сатып алдым. Енді мен достарыммен спокойно үй алмай өзім амандаса аламын. Pintle.kz-тен телефон алмайсың ба? Телефоны жоқ достарға көзіме көрмейтін болады, түсінің ба? Де. Контенттің форматы скетч форматында болды, типа вайн сияқты. Клип шығардым. Мен осы қаладан боламын Ақтау деген, сатқыз деген, білмеген, өзіме қыртетін оригинал iPhone керек, бағасы төмен, ит тезірек. Деді маған біреу айтты ол жер бар деп, қой деп, ба деп, how many steps. Жүрдік сосын туда-сюда, былай да былай, санға туфлай, келік сосын. Солай, короче, солардың басшыларына айтарым үлкен рахмет сенімдеріңізге, менімен бірге жұмыс жасағандарыңызға. Бұл жыл өте маған, мен үшін шын айтайын бар ғой, бұл жыл Pintle.kz-тен басқа көп адамдармен серіктестік болдым. Көп адамдарға контент жасап бердім. Бұл үлкен опыт әкелді маған басқа жақтан сферадан. Өйткені бұл жылда мен ютубқа көп көңіл бөлмесем де қатты, басқа сферадан контент жағынан көңіл бөлдім. Контент жайлы айта кететін болсақ, менің қайнатам осы жылда
бизнес ашты өзінің достарымен, ағаларымен. И не бизнес десеңдер, ол отбасылық дүкен. Киімдер бар, хозяйственный заттар бар, неше түрлі көп заттар бар. Магазин ашты. И сол магазинге мен ол логотип жасап бердім. Мен бір затпен мақтанбасам болмайды. Мынау логотип бар емес пе көпшілер ғой? Жалпы осы логотип. Мен ғой жасаған достар. Мен жасадым ол логотипті. Базар жоқ та, менің логотип білініп тұр. Я, достар, Best West атты магазин ашылды Атырауда. Атырауда тұраттар білет шығар явно. Көбісі білмейді, но көбісі білет. Мен соған логотип жасап бердім. Сол логотип, прикиньте, вывескада тұрды ғой соларды далада. Біз по сути потоп болмай жатып Атырауда тұрған кезде біз келісіп қойғанбыз, типа көмектесеміз, қорықпаңыз, если что, ашқан кезде бизнесіңізді біз сізге көмектесеміз контент жағынан деп айттым по сути. Но из-за того, что потоп болды, біз көшу керек болдық, біз кетіп қалдық та. Ішімізді кішкене андай не қылып қойды да. Көмектесеміз деп айтып едік қой, қайда кетіп қалдық сол көмектеп. Бұйырса ертең Атырауға кетіп жатырмын. Жолға шығамын сол Атырауға. Соңғы видео түсіріп тастап жатырмын Пинтлге. Соңғы 1-2 видео қалды. Болды сосын. И солай мен әйелмен бірге Атырауға бардым. И қайнатама видеолар, контенттер түсіріп бердім. Сол бір аптада. Бүгін достар, біз деген Атыраудың ең мықты магазиндеміз достар. Best West. Осы жақта неше түрлі заттар табыласыз достар. Отбасылық дүкен. Мияқта еще достар құрбан айтта орай фуршеттар келіп ауыз тиіп кетсеңдер болады екен. Келіңдер. Мияқта олар конечно. Атыраудағы ең арзан отбасылық дүкен Best West. Адрес Құрманғазы 28-де. Атыраудағы ең арзан отбасылық дүкен Best West. Адрес Құрманғазы 28-де. Ладно, Көктем базарының қасында да. Атыраудағы ең арзан отбасылық дүкен Best West. Адрес Құрманғазы 28-де. Атыраудағы ең арзан отбасылық дүкен Best West. Адрес Құрманғазы 28-де. Атыраудағы ең арзан отбасылық дүкен Best West. Адрес Құрманғазы 28. Атыраудағы ең арзан отбасылық дүкен Best West. Адрес Құрманғазы 28-де. Атыраудағы ең арзан отбасылық дүкен Best West. Адрес Құрманғазы 28-де. Атыраудағы ең арзан отбасылық дүкен Best West. Адрес Құрманғазы 28-де. Атыраудағы ең арзан отбасылық дүкен Best West. Адрес Құрманғазы 28. Атыраудағы ең арзан отбасылық дүкен Best West. Адрес Құрманғазы 28-де. Міне Көктем базары тұр соның қасында ғой. Атыраудағы ең арзан отбасылық дүкен Best West. Адрес Құрманғазы 28-де. Атыраудағы ең арзан отбасылық дүкен Best West. Адрес Құрманғазы 28-де. Атыраудағы ең арзан отбасылық дүкен Best West. Адрес Құрманғазы 28-де. Атыраудағы ең арзан отбасылық дүкен Best West. Адрес Құрманғазы 28-де. Ақтауға қайтып келген кезде менде уже контент-мейкерлікке жұмыс дайын тұрды. Себебі маған заявка түсті. Game Room антикафесінен. Game Room антикафесінен мен дейтін тоже контент жасап бастадым. То есть, но уже начало десем де болады, контент басқа біреулерге контент жасап беру. Алдыңғы жылы мен ондай болған жоқ, біреуге контент жасап бергенім жоқ. Осы жылда басталып отыр менде басқа біреулерге контент жасап беріп, аккаунттарына контент толтыруға. Біз 5 видеоға келістік. Жалпы антикафе не екенін түсінбейтін едім, бірақ мында келіп түсіндім ғой енді. Кетіп көрсетейін. Бауырым, жалпы 2,5 теңге шектеу жүресің ғой. Ойлаш 2,5 теңге. Ойлаш, натуре, бүкіл жүрсің ғой. Жалпы бір сөзбен балашаға доволен ғой. Балашаға доволен болса, біз де доволенбіз ғой енді. Керек десең, міне, шай бар мында. Аласың да ішесің. Ішесің ба? Главное, балашаға қамды ішпесе болды. Хотя, мұнда не только балашаға, но и жігіттермен, достармен келіп, керемет уақыт өткізуге болады ғой. Караокесін айта алмадым енді. Жаңа қанды шығару болады мияқта. Қызыл гүлім ай, қызықтырдың кино қарап жатқан соң ол. Ну, могу себе позволить. Болды бауыр, мағышында. Бәке, жалпы өздерің келіп ойнап қарасаңдашы мұнда. Іштен тұтайды, натура айтам. Жалпы PlayStation ойнап шаршасаң енді былай. Настольный ойын ойнау болады да, бизнес, монополия. Алматыда келе сатып алу болады мысалы. Керек десең, мафия бар, шашка бар, шахмат бар, не керек дүниеге.
кеш жүрші. Жалпы бұйырса мұнда квест ашылайын деп жатыр да негізі. Жалпы адрес міне 29-33 дом. Міне жан жаға қарасаң болады. Осындай жер бар. Өте керемет ыңғайлы. Осы мына осы жақта. Осы. Ішіп пісіп кетті. Дала жаңа. Қайық барамыз. Менде идея бар. Геймрум. Қай жерде отыруды білмесең, саған бауырым геймрум көмесер. 29-33 кел. Сүйгішіге уақыт өткізіп кеткен. Ойындар бар мұнда көп. Тегін шай бар. Достармен уақыт өткізгің келсе, осы жаққа бауырым келіп кеткен. Тырш, ойна пинг-понг. Караоке. Геймрум. Настолка PlayStation аэрохоккей. Геймрум. Антикафе. Ол күні менің ішім пысқан еді. Досымның да іші пысқан еді. Не істесек болады дедім оған. Ол білмеді. Ал мен білдім. Себебі менде сүйгіштігі болды. Олда да болды, прикинь. Дем ойланбай сразу геймрум антикафесіне баруды шештік. Мында ішіміз енді пыспады. Нағыз достармен отыруға болатын жер екен. Тегін шай іштік. PlayStation'да көптеген ойындар ойнадық. Теннис ойнадық. Ол мені ұтты. Мен оны ұттым. Аэро-хоккейладық. Еше көп қызықтар болды. Болды, уақыттарым бітті деді бізге. Қойы сразу мане. Тез өтіп кетті ғой. Я 1 сағат өтті уже деді. Ал безлимит деген тема бар ма деді мында досым. Я бар 2500 теңге деді. О, онда қаударам брат деді. Сенде қайдан бар ол ақша? Депозитте болды ғой деді. Брат 2500 теңге жоқ енді, бірақ одан да жақсы зат бар. Зәт ол деді. Мынаумен қабылдайсыңдар ма? Мен сені FIFA-дан айырдым. UFC-дан жеңдім. Теннистен ұттым. Мына жерде барлық қандай настолкалар бар, солардан сені жеңдім. Шай ішуден ұтылдым. Печенье жеуден жеңілдім. Соның барлығы маған 800 теңгеге шықты. Сағатына. Ақтауда достармен қайда уақыт өткізуге болады? Я, Ақтауда шынымен достармен бірге демалуға болатын жер бар екен. Адрес пен бағасын видеоның соңында айтатын боламын. Білмеймін, әйтеуір сол күн маған ерекше күн болды. Бұл видеоны типа влог қылып қабылдай берсеңдер болады. Достарымызбен бірге қудық, керемет уақыт өткіздік. Мына жерде не бар, соның бәрін изучить еттік. Теннис ойнадық. Караокені шырылдаттық. Я пытаюсь на тапки слов, я слышал от тебя с ума, спотел как спасает от себя, да, чтобы победителем быть всегда. Аэро-хоккей ойнадық. Керек десе мында PlayStation бар. Ішінде я в шоке бол. Неше түрлі ойындар болды. Ну біз необычный ойын ойнадық, Lego деген. Басқалар сияқты UFC, FIFA емес. Кино қарайым десеңдер, мында керемет кино қарауға болады. Ну енді біз жігіттер болып қарадық, қыздармен келсеңдер болады. Одан басқа мында снэк, газировка сатылады. Бірақ шай мен печенье тегін. Немесе өзіңмен бірге тамаққа келсең болады. Ал адрес айтатын болсақ 29-шы микрорайон 33-ші дом. Достармен және отбасымен бірге келіңдер. Бағасы сағатына 800 теңге, VIP зоналар 1000 теңгеден. 5 видеода әдемі болды деп ойлаймын. Себебі ерекше контент, біріншіден тартымды. Скетч та бар, музыкасы да бар. В общем, сол контент айырдық қой. Хо-хо, тағы да айтаты кететін болсақ, мияқта тек осы жылда мен контентпен емес, модель жағынан да дамыдым. Не затқа, қандай дүкенге модель болдым десеңдер, Ақтаудағы номер 1 ерлер магазины олигарх дүкеніне мен модель болдым. Жазық киімдерге, видеоларға, фотоға түстім.
знаете, в натуре мен өзімді басқа адам сияқты көрдім да, өйткені ана стиль вообще басқа адамды стиль өзгертеді екен ғой киімдер. Мен өзімді басқа жағынан көрдім. И то еще ол кезде шашым ұзын ғой, ана очкимен немен уже стиль болып киініп жүрдім ғой, ема өз-өзіме сынып Достар, бүгін біз деген моделіміз, то есть мен моделімін, қасымда Жасик, оператор, ебой. Кстати, осы модель болуыма себепкер Олжас дейтін ағам. Олжас Төлеуханов дейтін ағам. Туған ағам емес, конечно, туғандай болып келеді маған бар ғой. Себебі сол ағамен жазымды осы жылымды өткіздім. Ол ағадан көп нәрсе үйрендім. Кеңестер айтты, көп советтер айтты ол аға маған. Сол үшін сізге ассалаумағалейкум Олжас аға. Сізді жақсы көремін мен. Ол ағамен көп жазы өткіздік, бірге суға түстік, бірге әңгіме айттық, көшеге шығып, өз ойларымызбен бөлістік. Кстати, ойлап қойғанда мен модель болады екен ғой, имам. Модель бола алады. Если что, зовите меня на модель болуға. Түсіп берем. Ақшаға әрине бірақ. Я как эскапар. Бүгін тағы да біз дейтін модель болып тұрмыз. Қасымда Жасик, Арман, Емен. Қараңдар. Менің микрофонымның бір улучшенный тұрғымның магнитный. Окей, потом контент-мейкер болып бастап кеттім, и жан-жақтан уже нелер келіп бастады маған сообщениялар, Нұрболат, бізге контент жасап бер, анау деп. И Балабайдан маған сообщение келді, соның ағасы бар екен, Берік дейтін. Ол, оказывается, Ақтауда карамель, суши, фуд дейтін кафе ашып жатыр екен. И оған контент-мейкер керек екен. И Балабай мен ұсынды оған. Мен, естественно, давай дедім, и келістік. Тоже 5 видеоға келістік. Но сол 5 видео болса да, мен мықты видео жасаймын. Себебі мен әрбір контентке индивидуально қараймын, качественно, креативно қараймын. Басқалардың ерекшелендіру. Hey, алода, sister and brother, Green Plaza, карамель біздің база, шақыр шиш, бека ері аза, дәл қазір, жеп все бәрі сразу. Қайтан, hey, алло, sister and brother, Green Plaza, карамель біздің база, шақыр шиш, бека ері аза, дәл қазір, жеп все бәрін сразу. Оттардың түрлі жерден бермеді әсерінде, іздедім тағы бір лет, табылды бәрі келет. Менюны аштым, өте қатты ашпын, аппетит қашпай, тағы қайтым бастайды. Удон, рамян, том-ям, ням-ням, көңіл сыйса, тамақпен бәрі сия. Sony PlayStation немес Sega телевизор, іштегі атмосфера vibe all season. Hey, алода, sister and brother, Green Plaza, карамель біздің база, шақыр шиш, бека ері аза, дәл қазір, жеп все бәрін сразу. Қайтан, hey, алло, sister and brother, Green Plaza, карамель біздің база, шақыр шиш, бека ері аза, дәл қазір, жеп все бәрін сразу. Қысқасы, ASMR. Бүгін біз достары карамель суши фудтамыз. И бүгін біз сенің тамақтарын жейтін боламыз. Қараңдар, атмосфера қандай? Өте керемет. Осы кафешканы ұнайтын маған атмосферасы прям американский. Атмосферада прям ё-моё. Ақтаулықтармен келіңдер Green Plaza жақта. Давайте бірінші біз дейтін киви яблокадан бастайық. Bismillah. Всякая темпура. Көздерің келіп жеп көру ресторан крышканы. Ё-моё. Великолепно. Келесі бізде пицца 4 сезон грибнойдан бастайық. Грибной, моя любимая. Келесі бізде помидор. Уау, мен тойдым достар. Карамель суши фуд. Сауыш. Қарағым, анау карамель суши емес, содан бере қойшы. Жақсы апа, жайғаса беріңіз. Апа, не істеп жатсыз? И как знаете, оған ұнады менің жұмыстарым. Прям как ұнады. Біз клип түсірдік, біз ASMR түсірдік, біз обзор түсірдік, короче, көп нәрсе болды. Скетч түсірдік, бәрін түсірдік. Кафенің іші өте әдемі, если что келіңдер. Американский вайп қой. Мына жыл мен үшін көп теңізге түскен жылым деп айтсам да болады. Себебі мен Ақтауда тұрып алып, мен жүзіп білмеймін, достар, мен жүзіп білмеймін. Это позор, конечно. Ақтаудың баласы жүзіп білмейді деген не бәле бұл. Олжас дейтін ағамды айттым ғой енді, сол Олжас ағамен бірге. Он мне, короче, предложил, давай таңертең тұрып,
таңғы 7-6-да теңізге барып моржевать етейік деп. Что такое моржевание? Закалывание ғой, короче, салқын суға түсіп шығу ғой. Соны ұсынды маған. Мен, естественно, я дедім, өйткені мен бұрыннан бері қызығамын ондай заттарға. И біз таңертең тұрып бірге барамыз ғой. Күн сайын жазда суға түсеміз. Таң осылай басталады ғой, примерно каждый день. Алхамдулилля, тема дерзко. Достар, өте керемет. Соның арқасы мне кажется, я принимаю быстрое решение. Көп нәрсеге пайдасын тигізеді негізі салқын су деген бар ғой. Біріншіден стресс азайтады адамның бойындағы. Любой адамда по сути стресс болады. Особенно еркектерде. Көп жұмыс жасаған соң. И сол стрессті азайту үшін, сол стресстен құтылу үшін салқын суға түсу вариант. Салқын суға түссең, сенің денең қызады, қан айналымың мықты болады. Керекті витаминдер келеді. Сен оянасың, буквально смысле оянасың. Басында ойланып тұрасың, секірейін бе, секірмейін бе, бекер келем ау деймін, ұйықтауым керек еді. И секіріп кетіп, мен нағып тұрмын мен бүгін миллиард теңге алып аламын, сразу налым деп ойлап кетесің ғой сразу. Короче, солай. Но мен сендерге айтпаймын, енді салқын суға сразу барып түсіп кетіңдер деп. Жоқ, оған да айдалып бару керек. Салқын суды мазаться етіп, кішкене жайлап, не істеп, жылы суға түсіп, сосын барып постепенно салқынға түсе беріп, өйстіп денені үйрету керек те. Әйтпесе ауырып қалып жүрсің, пашымать. Сол, короче. Достар, осы жылда көп нәрсе болды. 400 000 подписчикке жеттім TikTok'та. Yes. Йо, достар, 400 000 көрермен менде, құтты болсын. Давайте, көрімді келсе, что, бля, Каспий деп та. Мен осы жылда 400 000 подписчикке жеттім TikTok'та. Асмар түсіріп TikTok'та 400 000 подписчикке жеттім. Сәлем, қысқасы. Асмар, достар, біздің TikTok аккаунтымыз 400 000 көрерменге жетті. Ештеңе тілемеймін, тек бір Алладан. Ал жақсы, ал бисмилля, бұны маған менің жұбайым, жарым берді. Жаным Камила, рахмет саған. Помните, мен 100 000 подписчикке қуанып едім. Осы жылдық қорытындылар түсіп отқан кезде отвечаю, көргендерің болды ғой, 100 000 подписчикке жеткенім. Қазір 400 000 подписчик. Осындай 1-2 жылда мен аудитория жинаймын деп ойлаймын мен. Негізі бар ғой, шүкір, альхамдулилля, рахмет. Менімен бірге бар болғандарыңа рахмет. Осы TikTok'та подписчиктерім бар болса, осы мен қарағандарыңа дейін. Қарағандар бар болса, сендерге рахмет от души. Менің жаным Камилам маған торт жасап берді сол кезде. Сол тортпен ASMR түсіріп отмечали это. Осы жылда потери болды, короче, мен шашымды қидырттым, достар. Азан болып өсіп кетті менің шашым. Мен мал тұрамын да қиып жіберші деймін ғой, Цезарьмен алыпсаш деймін ғой, ерке, тот самый ерке барбер дейтін ағама. I'm CJ, bro. Thank you very much. Ерке барбер. Yo, what's up? AKA ерке барбер. AKA ерке блоу. Мен осыған келіп тұрамын именно, ерке барберге. Мой личный барбер. Не, жоқ, басында ол маған нормально алып берді. Тұрамда, Цезарьға балап жіберші деймін ғой. Басым жасамайтын. Достар, енді Нұрболат қолтықтың жүні көрдім. Енді Нұрболат, басқа Нұрболат енді. Точно ма дейді, я деймін да. Типа алып сатты Цезарь. И тұрамда айнаға қараймын да, басқа адам болып кеттім, мужик болып кеттім ғой деймін. Ана тұрды, натуре мужик болып кеттім ғой дейді. Ұзын шашпен басқамын, қысқа шашпен басқа адам болып кеттім ғой. И қазір айтайын сендерге, мен ұзын шашымды сағынып отырмын. Ұзын шашым. Надеюсь, сол жазда нормально қылып өсіремін. Хоббилерін айтып, бірінші өзіме таныстыра кетейін, соған қарап шүкір, альхамдулилля, мен дейтін осы жылы бір рет болсын әйтеуір ата-анамды қыдырттым ғой. Менде, достар, негізі финансовый проблемалар бар болса да, өзім шаруаларым бар болса да, мен отбасыма көңіл бөлгім келеді негізі бар ғой. И соған әдейі уақыт таптым да ата-анама Лагуна Фестке апардым. Балам, үлкен балам. Мынау жолдасым, балам аты Нұрболат, мистер Прикольчик деген лақнесі бар. Лагуна Фест дейтін бұл Ақтаудағы фест, теңізге баратын, короче, теңізге барасың, пляж андай прям бар ғой. Бізде ақтаулық тур сапар жасайтын адамдар ұйымдастырып қойсын, сенің вечеринка бар, обед бар, анау-мынау, сенің қала сыртына алып кетеді, теңіз. Короче, былай қарапсың, бір күндік не ғой, веселе ғой, демалыс. Ояқта біз суға түстік, ойын ойнадық, фильм қарадық, фильм вечер. Обсуждаем график погашения. Налоговая не обсуждалась.
көп зат болды. Кстати, Ақош дейтін блогер бар емес пе, Ақтоский, солмен сол жақта танысып алдым. Кстати, сол жерде мен оған коллаб ұсындым, бірге видео түсірейік каналда. Сендер білетін, қысқасын айтқанда 90 жылдары дейтін. Бұл видеоға Дейлин түсті также, и үшеуміз, коллаб болды конкретно, еще Балабай да түсті. Ол маған атылып басады, мен де атылдым. Басқалар бізді айырды, раз дедім. Ол өзінің спортивкасын шешіп өз балдарына берді. Мен де өзімнің үстімдегі спортивкамды шештім, роднойыма бердім. Бас киімімді бердім, бұтымдағымды бердім, кроссовкамды бердім. Мен ойнайтын ойыншық шайнекте де бердім. Чота артық кетіп қалдым. Тоже ұнайды ол видео, маған каналымдағы ең ұнайтын видеолардың бірі. Сол қысқасын айтқанда 90 жылдары. Кстати, достар, уайымдамаңдар, бұйырса қысқасын айтқанда шығады. Уайымдамаңдар, мен оны тастап кеткен жоқпын. Біреулер ойлап тұр, мен қысқасын айтқанда тастап кеттім ғой деп. Жоқ, тастаған жоқпын. Просто понимаете, оны түсіру қиын да. Сендер көретін 3-4 минуттық видео білесіздер ме? Бір апта түсіріледі, достар. Бір апта, не считая монтаж. Монтаж санамасаң бұл. Монтаж болса 1-2 күн ғой. Так что еңбекті бағалаңдаршы, өтініш. Осы жылда я выгорел, үйде отырғым келмейді негізі бар ғой. Көп жұмысым менде үйде ғой. Енді үйде болған соң үйде монтажаймын, видео түсіремін, видео істегеннен кейін мен үйде ұйықтап қала беремін всегда. Әр адамды білеміз, үйде отырса ұйықтап қалғысы келеді. Зона комфорта болады. Өйткені бұл зона комфорта. Адам зона комфорта дейді, ешне уайымдамайды, дым ойламайды, болашағын ойламайды. Сол үшін тұрамда мен офис жалдаймын дедім ғой. Вот менің студиям, офис мой алғашқы. Туалет осындай. Қазір до-после көрсетейін. Қатты енді шек болмайды, но осындай студия қарапайым. Да, не шикарно, но жұмыс жасауға болады. Кайф. Өзім личное пространство, короче. Ақша түседі маған, мен сол ақшаны тұрамда офис жалдап аламын сол ақшаға. И бірақ, мен бірінші жалдап отырмын ондай нәрсені. Так что осы жылда мен көп нәрсе открывать еттім десем де болады өзіме. Офис жалдадым бірінші, сол офиске мен ноутбук бәрін әкелдім, столымды. И сол офисте көп видео түсірдім. Сразу бірінші күні съемка жасап салдым мен бар ғой. Как же я горжусь собой. Ну енді рекламная съемка, конечно, но все равно бірдеңе ғой. Но Алматыға кетпей жатып өткенім мен Алматыға кетем деп пландап қойдым да, и сол Алматыға кетпес бұрын офис жалдап қоям қалай кетті. Сол офис жалдадым, видео түсірдім, барынша пайдаландым сол офисті бар ғой. Мына жақ енді фабрика контента болайын тұрғу примерно, короче. Скоро открытие деп қуытсам. Күшті екен, күшті опыт болды мен үшін. Есть, сол үшін қуанам. Бұл жасаға рахмет, маған көмектесті офиске көшуге. Өзіңнің офисің болған қандай кайф деймін да, өзің отырасың. Аплодируем. Сыңырлаған күлкімен, айдай жүзі көркімен, еркесің жанымды балдайды. Потом сол офисті пайдаландық, Ақтауда тұрып болдық, жазымызды өткізіп болдық, Алматыға қайтатын уақыт келді. Себебі Ақтау мен үшін тығыз қала. Ақтауда мен өзімді как творческий человек не чувствую, өзімді раскрывать ете алмаймын. Жақсы, әдемі қала, мен жақсы таптым, ақша сол жақта негізі по сути, но мен ол жақта жүре алмаймын. Маған более үлкен жер керек. И мен солай Алматыға көшіп кеттім. Но Алматыға көшпес бұрын мен Атырауға бардым. Да, үстіміз өтіп кетті ғой? Нет, не видел. Недавно таныс бір аға. Кстати, осы жылы мен әке атанайын деп тұрғанымды білдім. Достар, интригующий момент. Бірісіне рады. Де өтірік істемей ақ қойып, баяғыдан білдік. Бар шыққан ішім осы пока. Да, достар, мен балалы болайын деп тұрмын. Я, достар. Кстати, бірақ оны біз бұрында білдік, просто айтпай жүрдік ешкімге. Көстемеу үшін білмеймін. Басында болған соң енді, басында білгеннен кейін ешкім айтқан жоқпыз. Мына бала 20 жастағы Нұрболат әке болайын деп тұр. Мен әке деп айтуға бола ма? Білмеймін. Надеюсь, мен жақсы әке боламын. Ладно, мен былай в шоке болатқан шығармын. Подписчиктерім, вообще мені олд подписчиктерім в шоке болатқан шығармын, яқта жестко. Өйткені мені кішкентай кезінен білесіздер ғой сендер. Кішкентай кезінен бері қарап келатқандар бар шығар, явно яқта. Ема, сол сендердің шок, сендер реакцияларын көргім келді, негізі бар. Ладно, фиксим, проехали. Алматыға келдім әлің. Алматылықтар. Алматы жди нас. Алматыға көшіп баратындар достар. Бұйырса енді жақсы болады деп ойлаймын енді. Жақсы контент болады деп. Ассалаумалейкум, бүгін біз деген бірінші рет Тальгоға мінейін жатырық. Гранд люкс Тальго. Короче, осындай душ бар, прикиньте. Поезда бірінші рет көріп тұрмын, душ бар болған. Ева! Өзіміздің вагонымызда болады. Өзіміздің отдельный туалет. Заттарымыз салып қойдық. Осындай еще. Прям кайфоби, да?
Да, біз бірінші төліміздеміз, спокойненько. Да, өзіміз маған столда қарап кішкентай, бірақ іші тар, но комфортно, да. Ана не сияқты как контейнер. Чё? Мында терезе. Смотри, тут вешалки еще. Да, сол, вешалка бар еще. Тексерейік. Бар ма екен су? Бар екен. Жеттім ау. Сағынып қалыптым. Сағындым. Жарты жыл көрмедім мен. Алматымды жарты жыл көрмедім. Үйленгеннен бері Алматыға вообще келген жоқпын, прикиньте. И сол Алматыға келіп начинается новая жизнь дедім ғой. Сразусынан Алматыда әдеміге көшіп келдім. Мен Алматыға көшіп келдім. Бой. Үй жалдаған соң ол прям студийный сияқты үй. От душисынан. Короче. Бұйырса рум-тур күтіңдер. Вау, анау үй айта алмадым мен. Бір комнаталық үй болса да, Камила екеуміз үшін әдемі үй болды анау бар ғой. Күшті. Сразу Алматыға келе сала, движ басылып кетті ғой. Сразу сол күні, сол түні, көшіп келген күні мен сасақпен киісем. Ол оказывается Нандукта екен. Нандук дейтін кафені білет жасындар Алматыда. Сол Нандукта съемкада екен сасақ. Мен барам, киісем, ол мен амандасам. Сол жақта сразусынан Фадимен амандасып кетем ғой. Фадимен киісіп танысып кетем ғой. Тоже стример тиктоктағы, сонымен танысып кетем. Тағы сол жақта бір-екі блогер болды. Кстати, Eternexil KZ дейтін фонкерді білесіздер ме? Біз солмен таныстық. Негізі бар ғой, я не ожидал, что это біздің қазақ бауырымыз екен. Мен в шоке болдым. Мен, оказывается, оның фонктарын тыңдап жүрдім. Он фонкер, короче. Әлемдік уровендегі фонкер. Прикиньте, біздің қазақстандық ақтөбелік жігітіміз өзіміздің. Батыс дейсің ғой. Сенмен танысқанға қуаныштымын, Нұрбек. От души, респект саған, мықты. Сразу бір-екі күннен кейін ба, бір-екі күннен кейін ба, менен Нандук рекламалады ғой. Мен реклама түсірем. Сөз тұрады ол. Мен бетіме салып қалады ғой. Бірақ тоқташ. Нақмияқты біз сыбырлап отырып. Себебі қысқасы ASMR. Нандукта. Елу пайыздық акция. Бісміллә. Достық 40 точкасында сағат 15:00-ден 18:00-ге дейін ашайба. Акция қыркүйектің соңына дейін. Бісміллә. Бұл акцияға қандай тамақтар кіреді? Рамен с курицей, грибы и ноги, чиз-кимбап с сосиской, чиз-кимбап с грибами и ноги, бао с говядиной и кимчи, корн-дог с сосиской и сыром. Бұл акция тым көп деп ойлаймын енді. Сендер жеп алыңдар, халява ғой все-таки. Нандук, сауш. Сразу не ожидал. Нандук менен рекламалатын не ожидал негізі. Негізі Нандук өздерінің съемкаларына шақырады ғой, келші маған түсіп берші деп. А тут олар менен реклама алып тұруға түсіріп берші деп. В общем, мен оларға түсірдім реклама. Барып, тамақ ішіп айтып реклама түсіріп келдім. Но мен рекламам ерекше болды деп ойлаймын барлығынан. Басқалардан қарағанда менің рекламам ерекше деп ойлаймын. Кстати, сосын 1-2 аптадан кейін Ермұрат ағаның тойы болды. Ермұрат дейтін ол Urban Crosстың негізгі қалаушысы. Соның тойы болды. И ол бізді сол тойына шақырды. Той қалада деп ойлайсыздар ма? Атам басы той дейтін қаладан 5 сағаттық жерде бля. Көт жағанда. Бүгін бізде Бека ма? Бека, Дархан, Данияр, жұбайым, мен. Бүгін біз, короче, бір жақсы нәрсе болайын тұр бүгін. Жақсы күн болайын тұр. Соған сайындарым болды. Спойлер ғой бұл бауырым. Но бізге қызық болды. Камила еще в положении баш жасамайды ғой біздің, ё-моё. Біз машинамен сол қаладан шығып кеттік Алматыдан. 5 сағаттық жол, ё-моё. Но керемет табиғатты көрдік, тамашаладық. Шаринский каньонды көрдік, сол жақта жүріп, айқайладық, сөйттік жүрдік. Аллаху акбар! Әдем болды. Ана жер дейтін күшті. Таулар әдем екен. Тау жақта орналасқан рестораны. Отбасымызға келіп, тойладық.
жаңа соған арнайы алған сыйлығымыз бар. Қаламызбен келінімізге алтын цепочка. Ну қалай ресторан емес. Қалай айтсам болады, үйлер, короче, үй, просто жалдайтын үйлер таулы жақтарда, сол жақта болды той. Осындай керемет табиғат аясында той болып жатыр достар. Өте керемет. Қандай керемет, мен бір рет көрдім. Шағын ресторан құрып. Но Камила ұйықтап қалды сол кезде. Камиланы түсінуге болады, Камила ұйықтап қалды. Шаршап келді жолдан. Тойды өткізіп алды. Ал мен тойда қатыстым. Осы жерден қатысып белеп жүрдік әйтеуір. Қызық болды. Ермұрат, саған отбасыңа береке тілеймін, бақыт тілеймін. Если қараусың, конечно, бұл видеоны. Кстати, сол тойға баратқан кезде біз алып кетті Данияр. Қасымызда Дархан дейтін бала болды. Сол күні мен дейтін Бекзат Ғалимұрат ұлымен таныстым. Ол продюсер и еще маркетолог па сондай. Сонымен танысқаныма қуаныштымын. Сенімен танысқаныма қуаныштымын, Бекзат. Өте жақсы, ақ-жарқын адам екенсің. Но я еще не представляю, что алдағы уақытта біз жұмыс жасаймыз деп. Қазір потом айтамын сендерге. Осы Алматыға келген кезде мен Алматыда бос жүрмейші дедім мен. Бос жүрмей бірдеңе бітірейінші құрсын. Ё-майо. Бір движ қалап тұрдым да каждый день. И тұрам да. Вольт бар емес па? Мен Вольтпен жұмыс жасап келе жатырмын. Ол уже бір жыл болды достар, Вольтпен жұмыс жасап келе жатырмын. Вольт менен Бургер Кингке реклама түсіру керек деді. Мен вроде түсірсем болатын еді, обычный АСМР құсатып, просто тамақ жеп. Но мен басқа нәрсе қыладым. Мен Вольтқа айттым. Мен рекламаны клип қылып түсіргім келіп тұр дедім, музыкамен. Вольттың адамы енді таңғалды, конечно. Клип ой деген сияқты сұрастырып көре керек енді. Давайте жіберіп көріңізші бізге ойленді дейді. Мен тұрамда Айшуақ, Дейлин, Беканың үйлеріне барып. Бүгін біз тағы да қонақтамыз. Айшуақ, Дейлин, Бека. В общем, кездестік. Легендалар кездестік. Қашан кездестік біз? Сен тойында кездестік та? Соңғы рет па? Январ, соңғы рет, Январда көрдім. Сенімен коллаб кезінде соңғы рет. Сендердің көмектерің керек, мен сендер микрофондарымды алып, бір сағаттың ішінде музыка жазып тастаймын керек дедім ол. Олар я деді, сен көмектесеміз деді ол. Ассалаумағалейкум, біз дейтін Вольтқа клип түсірген деп жатырмық. Мы за примерно жарты сағатта не жазып трек да? Текст жазып трек жазып мен, короче, Айшуақтың үйінде. И қазір клип түсіріп тастайын деп отырмық, конкретно бар ғой. И таритке шығарып, надейларын шығарып сол. Но зато заедающий трек болады деп ойлаймын, бәріне ұнайды деп. Да, қалай ойлайсың? Тема, ой тема. Жарамыз ғой. Мен солар микрофондарын алып, бір сағатта ма, жарты сағатта ма музыка жазып тастадым. Жарты сағат музыка жазып тастадым да, айтып тастадым да, жібердім Вольтқа. И оларға ұнады. Вольтқа понравилось. Мен самса жейгізімді. Вольт түсірген бала самса жейді. Одобрили и таргетке жібердік тиктокқа. 30 лям просмотр жинады ғой. Тәтіп көрсей. Қысқасы асымы қарнашты брат дестет. Сен не істейсің? Вольттан заказ берсей, басқалармен келіспеймін, 40% аз істеймін. Бүгін кейті бас дейді, дәм бол сен тәтіп көрсей. Си Вольт саған мэр. Си Diamond Box тәтіп көрсей. Diamond көрсей. Сен не істейсің? Вольттан заказ берсей, басқалармен келіспеймін, 40%. Короче, солай жарты сағат текст жазып өлең шығардым достар. Вольттың адамдары, сендерге де рахмет, маған сендеріңізге рахмет. Менің бетімді бір күнде миллион адам көрді. Ё-майо. Аны не қылайын тұрдым. Андай бетпен. Менің бетімді 2 күннің ішінде 10 миллион адам көрді. Сондай адаммын енді креативіне қайтеміз енді. Алматыда босқа жүрмей, мен дейтін Серік дейтін ағамен кездестім. Ол аға енді директор My Beauty дейтін ходовое средство білетшірсің, соның директоры. И тағы Fluxidil дейтін компанияның директоры болды. Мен солмен кездесіп, офистерін қарадым. Но это прям Волк с Уолл-стрит реальной жизни бар. Бүгін My Beauty'нің офисіндамыз, короче, отдел продажи. Первый сен алған? Серік аға, ассалаумағалейкум дейміз. Біздер базаға дейін обучение болып жатырған сияқты ғой күнделікті. Волк с Уолл-стрит нөмірде ғой, короче. Иә. Каждый орда, каждый командада 20 бар. Это лидеры продаж, да, короче? Лидер, короче. Ну,
Инстаграмда рилс тасып жүрген жігіт не айдос деген адамдар ана жақта отдел продаж, короче, отдел продажға келіп, мен сол зрелищені қарап отырдым. Бәрі сөйлеседі, ана звонок, Волл-стритті қараған адамдар бар шығар фильмін. Ана жақта сөйлеседі ғой телефонмен, ана жақта да сондай ғой, ё-мое, наушник киіп алып, микрофон киіп алып, адамдармен сөйлеседі через компьютер. Оператор ғой, операторский жұмыс. Бәрі ана жақта мотивация тойып алған, бешеный ғой ана жақта мотивациясы. Еба, бәрі. Серик аға да жесткий мотиватор болды ана жерде. Бәріне үйретіп, бет сатасыңдар, бетесіңдер, сату маңызды емес, мен жақта бастысы пайдалы болу деген сияқты, ниетті түзейміз, сондай сияқты мотивациялы сөздер айтты. Мен мынаған қарап тұрып, бәріне қарап тұрып, мен де сатқым келіп кетті деймін. В общем, солай. Волк с Уолл-стрит в реальной жизни деп осыны айтуға болады. Осы жылы Бержан екеуміз ProContent дейтін атты проектті бастадық. Бұл проект негізі кәсіпкерлерге арналған проект. То есть біз Бержан екеуміз кәсіпкерлерге контент-мейкер болып келеміз. Біз контент жасап береміз, пост жасап береміз. Былай айтқанда аккаунтын жүргізіп береміз ғой біздің мақсатымыз. Но жүргізіп беру бір жүн. Біз креативно жүргізіп береміз. Басқалардың ерекше қайталанған контент емес, өзіміздің ерекше контентіміз. Мен блогер, амбассадор болам сендердің. Плюс еще камерамен түсірілеміз. Как обычно телефонмен емес. Сондай біздің затеямыз болды. Солай біз бірнеше проект алдық, 3 проект алдық. The Gamer, Чача-мача и Тілек дейтін сырық жасайтын бизнес. Шын айтайын, фиговый проект болды. Сендерге қазір айтып беремін бәрі. Короче, біз бәрімен жұмыс жасап бастадық. The Gamerмен де, Чачамен де, Тілекпен де бәрі жақсы бастап келе жатты. Но досыңмен бизнес бастау керек емес дейтін ол шын сөз екен, рас екен. Біз Бержан екеуміз жұмыс жасап жүрдік. Все хорошо келе жатты. Мен ИП аштым еще, ProContent жайлы ИП аштым. ИПмен жұмыс жасап бастадық. И біз сол бизнестің кесірінен, ProContent проекттің кесірінен Бержан екеуміз жұмыс жасамай қалдық. То есть біз даже дос болмай қалдық. Келісіп қалдық. Иә. Сөзге келіспей қалдық. Бәрі ненің кесірінен? Ақша. Көп ақша болды ма? Жоқ. В общем, ары қарай көп нәрсе айтпай қойын, ладно. В общем, көп сөз айтпай қойын, біз Бержан екеуміз жұмыс жасауды тоқтаттық. Иә, болды. Сол. Бәрің байқаған шығарсыңдар, мен онымен енді дос емеспін. Солай ProContent де жабылып кетті. Кстати, я сол мақтанып айтайыншы, мен ИП аштым, достар. ИП аштым. Мен де енді официально рассрочка қабылдай аламын адамдардан деп па. Официальный адам ол, короче, уже. Я предпринимательно. Так, енді тағы не айтсам болады? О, да. Бекзат Ғалимұрат, мен жаңа айттым осындарға сонымен таныстым деп. Біз ары қарай содан кейін жұмыс жасап кететін болдық деп. Незат қандай жұмыс? Ол маған хабарласады, короче, Инстаграмнан. Сен блогерсің ғой деп. И бізге Kasumi Sushi дейтін аккаунтын жүргізу керек дейді. Мен тұрамды. Смело ғой, түсіп береміз ғой дедім. Мен Kasumi Sushi дейтін суши жасайтын жердің лицосы болдым десем де болады. Асылыңыз Мұрат, асық тұрсың ба? 30 бен 50-дің арасындағы санды айтшы. 48. Суши дос. Жарайды. Атыңыз кім болады? Аружан. Сіз Kasumi Sushi'ге тіркелгенсіз бе? Жоқ. Тіркелген жоқсыз ба? Ай, тіркелген болсаңыз 10 000 теңге ұтып алатын едіңіз. Менің есімімді тапсаңыз, сіз суши ұтып аласыз. Асет? Да ну нафиг. Шутите, да? Жоқ, шынымды айтамын. Сіз суши ұттыңыз. Рахмет. Ё-моё. Kasumi Sushi'ге тіркелдіңіз бе? Kasumi жоқ. Тіркелсеңіз 10 000 теңге ұтып алар едіңіз. Kasumi Sushi'ге тіркелдіңіз бе, брат? Да. От Kasumi KZ. Вы подписаны? Если бы вы до этого были подписаны, вы бы выиграли 10 000 теңге. Бекзат, саған рахмет айтам. Ассалаумағалейкум. Мені ұсынғаныңа рахмет. Менімен бірге жұмыс жасағаныңа рахмет. Біз бірге өстіп жұмыс жасап кетеміз деп ойлаған жоқпын. Біз даладағы адамдарға опрос жасадық, социальный эксперимент, сондай нәрсе. Бұл барлығы менің идеям емес, Бекзаттың идеясы. Мен просто барып келіп түсіп кетемін. Короче, лицосымен просто барып келіп түсіп кететін. Өте қызықты болды. Мен негізі қорқақ адам, интроверт адаммын мен бар ғой, по сути. Адамдармен сөйлесе алмаймын мен қатты. Осы видео түсіру арқасында мен кішкене болсын
уверенность ала бастадым. Көп адамдармен сөйлесіп берген соң. Тағы осы жылдың бір жаңалығы, мен шаршап кеттім достар. Қысқасын айтқанда түсіре бердім. Мен даже видео шығардым сол жайлы каналыма. Қысқасын айтқанда шаршадым деген. То есть қысқасын айтқанда түсіре беріп, мен шаршап кеттім. Мен шаршап кеттім достар. Шаршап кеттім мен. Одно и то же қысқасын айтқанда түсіре беріп шаршап кеттім мен. Осы уақытқа дейін мен көп стереотип болды басында, что мен каналым идеальный болу керек, идеальный видеолар шығу керек, тек бір темада жайлы видео түсіру керек мен рубрика деп. Мен тұрамын да, я сол стереотипті бұзам. Болды, басқа рубрика шығарамын мен. Қысқасын айтқанда да шығып тұрады, и басқа рубрикаларда шығып тұрады деп өзіме свобода бердім. И мен жаңа рубрика шығардым. Қандай рубрика? Ремәке. Қайда бұрынғы Нұрболат? Қайда? Мен түсіндім. Ремәке. Жаңа рубрика. Бастаймыз ба? Я, достар, бірақ көбісі ол рубриканы түсініп атқан жоқ әлі де. То есть түсінбей жатыр. Не ол, не жайлы деп. Ремәке деп мен ремейкті айтып отырмын да, ремейк. Ремейктің мағынасы қандай? Ремейктің мағынасы жаңарту дейтін. То есть жаңадан шығару дейтін. В чем смысл моих видео сол ремәкенің? Бұрынғы каналдағы видеоларды мен жаңартып шығарам. Қазіргі качествомен, қазіргі менің скилліммен, қазіргі менің бетіммен. То есть бұрынғы кездегі Нұрболаттың видеосы қазіргі кейпінде көресіңдер. О, сондай ғой оның мағынасы. Сондай смысл болды менде шығару. Адамдар пока түсініп жатқан жоқ оны. Но бұйырса түсінеді деп ойлаймын. Но мен шүкіршілік етемін, что мен осылай бастадым. Әйтеуір главное. Иншалла ертең достар, осы видеоның ремейк шығады. Бұрынғы менің идея жоғалу дейтін видеоның ремейк шығады. Түсіндер? Давайте. Кстати, достар, тағы да айта кететін күшті жаңалық осы жылдағы. Мен Duolingo'дан 200 күн өттім. 200 неше? 200-ден астам күн болды менде. Duolingo бұл приложение, где ты учишь там английский. Значит, получается, менің ағылшынымда жақсарды дейтін сөз осы жылда. Значит, достар, мен осы жылда білім алдым десем де болады. Yes, I'm level up English. I'm smart, I know. I have 200 days in Duolingo. Yes, I'm so cool. Короче, сондай ағылшынша. Тағы осы жылдың жаңалығы, мен көріп тұрғандай басқа үйдемін. Көріп тұрғандай не қалайтты? Мен басқа үйге көшіп кеттім. Ано бірінші комнаттық үйден әп-әдемі еді, мен үшін жақсы көрдім. Мен солай жақсы бауыр басып қалдым, сол үйге қимай тұрмын. Но сол үйден көшіп кеттім, 2 комнаттық үйге Алматыда. Ал, мына үй ұнады маған. Негізі көшкім келмейді, шыны керек. Ше деген қалайтты. Бауыр басып қалдым мына үйге мен. Ұнайды маған негізі. 1 комнаттық болса да ұнайды да. Но ертең пополнение болып жатқан соң, сондай мәселе болған соң, бізге расширять ету керек. Бұл 1 комнаттық үйде жата ала бермейміз ғой біз, бір баламен. Ертең қонақтар келеді дегендей көшу керек болады. Білмеймін, сол себеппен көшіп жатырмыз біз. Сол. Ата көшпейтін мен ұнап тұр оның үйге. Күшті. Так, мен үндемей жүрдім, пока не доделаю это все. Не доделаю деген қалайды. Біз көшіп кеттік, достар. 2 бөлмелі үйге көштік. Я не знал, что мен 2 бөлмелі үй жалдаймын деп Алматыда. Әдемі үй жалдадым. Алхамдулилля, Аллаға шүкір. Осындай. И енді бұйырса осы үйден кейін нағыз үйді алайыншы, прям сатып алайыншы, ё-моё, прям өзіміздің үйіміз. Мен көшіп кеттім, қазір сендерге айтамын. Дело в том, что, кстати, бізде гендер пати болды осы жылы. Айтуды ұмытып кеттім ғой, гендер пати болды. Біз Камила екеуміз, баламыз қызды болатын екенімізді білдік. Не, осындай торт алдық, әдемі. Қайсы фотоға түсірем? Деп түсіріп алсаң да, ема. Сюрпризді бұзып. Мен қолымды сөйтеміз, өзің размай түсейік. Ал бисмилля, бір. Айтақта кімге бөлеміз? Мен біз аш волноваться етеді, бірінші рет ата-ана болып отырдық. Мен қыз деп ойлап отырмын, енді бірақ кім болса да бастысы аман сау болып туылсыншы. Короче, мен басында ол деп ойладым. Потом қыз деп ойымды өзгерттім, енді қазір қайтадан ол деп ойлап отырмын. Ал Бупенка. Ну, қыз болғанда қалай негізі шыны керек. Кім болса да аман болсыншы. Біз сені күтеміз, біз сені жаман жақсы көреміз. 1, 2, 3, бисмилля. Как это реально размазываю. Мен күтті көз ашқы, не көк қойдым. Так, 1, 2, 3. Күт солмашын ба, қыз ба, қайс. Тану нафиг. Ема! Тану! Қыз ба! Білдім, ана доктор өтірік айтқан тұр ғой, әдей. Жаным, рахмет. Ал бә. Жылауым кетті. Жаным, менің қызым, менің дұлайын деп тұрма бұйырса. Сол достар, біз қызды боламыз достар. Менің бірінші балам қыз болады. Сен атын кім еді? Нұрболат. Өсесің, қыз болады. Прикиньте, қыз болып шықты.
жылағым келіп отыр. Жан жиі келмешқа фотоға түсірейін деп тұрмын ғой әдемі. Нұрболат өскен соң қыз болады, уже имеет уже другой смысл. Жаным қызым, аман сен туып кетші, мен сені жақсы көремін, папаң сен үшін қатты жұмыс жасап жатыр. Папа сені көп ойлайды, көп уайымдайды сені. Қызым, мамаң да сені қатты жақсы көреді. Біз сені күтеміз. Қызым, жаным қызым, тез келші дүниеге, мен сені жақсы көремін. Осы видеоны ертең көресің ғой, явно өскен кезде көресің, папаң қандай болды деп. Қызым, мен сен үшін қатты тырысамын. Я хочу, чтобы у тебя было хорошее будущее. Подписчиктер қуанып отқан шығар мияқты. Мистер Прикольчик қызы туылайын деп отыр. Солай достар. Не үшін екі комнатаға көштік? Вот сол себеп, қыз туылайын деп отыр, бала туылайын деп отыр. Себебі ертең бала туылғаннан кейін бір комнатаға үйде шіріп жата бере ме бәрі? Қонақтар келеді, анау келеді дегендей. Сол үшін қонақтарға бір комнат, балаға болсын деп, бөлек болсын деп. Баламызды ойлап екі комнатаға көштік біз. Вот сол. Қызым, біздің қадірімізді түсінетін шығарсың деп ойлаймын. Надеюсь, келесі жылы біз үйлі боламыз. Өзіміздің үйіміз болады. Надеюсь, жалдап жүрмейміз үйлерді. Окей, сосын, уже жайлап аяқтан деп тұрмын бұл видеоны. Келесі бізде осы жылда болды. Зефрикспен коллаб болды. Мен осы жылы Атырауда болған кезде Зефрикспен таныстым. Зефрикс Диас, ассалаумағалейкум. Зефрикспен таныстым. Жақсы бала, өте күшті бала. Танысқаныма қуаныштымын өте. И Алматыға келді, жақында сонымен бірге видео түсіріп қайттық. Футбол жайлы. Қазақстандағы ең танымал ютуберлердің арасында нағыз кубок үшін шайқасты көреміз. Бүгін ютуберлер шайқасын жеңген команда 500 мың ақша ұтып алады. Екі команда ютуберлер бір-бірімен жарысып 500 мың ақша алуға тырысады. Ал шарттары олар мүмкін емес футбол челлендждерін орындайды. Дайынсыңдар ма? Шынымды айтамын, базар жоқ контент екен маған ұнады. Зефрикс продолжай в том же духе. Достар, егер сендер қарамасыңдар, қарап кетіңдер. Зефрикстің арнасында сол видеолар. И Балабайдың видеосына қарап кетіңдер. Нұрболат Имамен теңде тең ойнап тастады. Зор ма? Короче, сол футбол мен коллаб болды бізде. Футбол не болды. Зефрикспен коллаб болды бізде футбол жағынан ойын. Ішінде барлық блогерлер болды. И сол видео түскенімен мен қатты қуанамын. Так тез айтып кетейін, тезірек айтпасақ зарядкасы өліп жатыр камераның. Осы жылда мен дейтін Темуға реклама жасадым. Сәлем, мен Темудан тегін тауарлар заказ бердім. Темудан келген тегін тауарлар екінші. Сәлем, бұл Темудан келген тегін тауарлар үшінші бөлім. Бәрін шығарған Тему маған да келді, маған да жетті. И мен соған да реклама жасадым. Осы жылы мен дейтін Инстаграмда активно жүргізіп бастадым. Мен YouTube жайлы видеолар түсіріп бастадым Инстаграмға. То есть мен как ютубер, ютубский видеолар түсірем, но Инстаграмға ол жайлы айтпаймын. Менің өзімнің Инстаграмда подписчиктерім енді біліп отырмын ютубер екенін сондай видео шығарғаннан кейін. Шүкір. Жақсы видео түсіріп бастадым әйтеуір. YouTube жайлы айтып, ақпараттар айтып, сөйтіп. Ата-анам блогер болуға қарсы болды. Қалай мен YouTube'тың кесірінен бөлінікке ұшырадым. Маған комментте көбі бәке брат деп жазады. YouTube үшін достарымды сатып кеттім. YouTube'та қалай мен алғашқы 1000 подписчикке жеттім. Өзімнің прокачай етіп, экспертный мнениемді. Соған да шүкіршілік етемін. Оған подвигнул меня Султанбек аға. Султанбек аға, ассалаумағалейкум. Сол Султанбек аға себепкер болды мен сондай контент бастауыма. Достар, мен қазір жоқ жерден рилс шығарайын деп жатырмын. Рекламный рилс, сразу айтайын. Но бір атақты компаниямен рилс. Так, сосын осы жылы мен PUBG Mobile'ға реклама түсірдім. Тиді, ха-ха! Естідің бе? Жаңа обновление шықты ғой. Фростхеймен сиқырлы шахтасын қосты ғой. Сен натуре соны қазір айтып отырсың ба? Біз қазір соғыстамыз. Ал сен болсаң сол обновление туралы айтып. Бірақ онда жаңа қарулар бар ғой. Мұзды найза мен мұзды балта. Лучше көрген дұрыс. Қандай найза дейсің? Тұрғатыш қазір біз ұтыламыз. Сен түсінбей тұрсың. Ояқта еще қылыштысы жолбарыс пен қысқы монстрлар қосылды. Жақсы. Ал көліктер бар ма? Конечно, мамонт пен қылыштысы жолбарысты енді көлік ретінде пайдалануға болады. Оған еще Макларен мен қосылған обнова бар. Макларен? Қойшын ба? Жақсы, онда кейін көрейік. Жаңа функциялар да бар. Енді заттарды жәшіктерге сақтауға болады. Елестетші, сенің заттарың қауіпсіз. Может, сен еще Metro Royal'ды мақтарсың? Дәл өзі, жаңа обнова керемет. Бұл тарихтағы ең үздік обнова десем де болады. Жақсы, қоя салайық онда мына жерден. Жүр маған көрсетші. Все, жақсы. PUBG Mobile'ға қосылып соңғы обновлениені дәл қазір көріңіздер. Ойлаңдаршы, PUBG Mobile менен рекламалап отыр. По сути, Қазақстан, базар жоқ. Это атақты ойын ғой, былай қарап тұрсың да негізі. Атақты ойынға мен реклама жасап отырмын. Атақты ойын менен реклама сұрап тұр ғой, жасап берші. Ну енді мен барынша креативный болуға тырыстым. Окей, енді да келесі не болды осы жылы? Бай мұсылман атты марафон бар емес па Қасым Қазақтың? Мен соған қатыстым. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар, жақсылар ма? Ойбай. Мен дейтін марафонға қатысып отырмын, көріп тұрғандарыңдай. Көріп тұрғандар енді қалай енді? Таңғы 5 болды уже. Таңғы 6 болды. 7 ма? Неше болды? Бірінші сол Қасым Қазақтың марафоны 30 күндік. Бай мұсылман атты. И
Алғашқы күн жаман емес деп ойлаймын. Жақсы бастадым. Қазір сендерге келесі стористі көресіздер. Өзімнің бір досым тауып алдым, тоже қасымда көршім. Қасымда тұрады екен, прикинь, көршім. Солда қатысып отыр екен. Түсінбей жатқан шығарсыңдар. Бай мұсылман дейтін чоза марафон дейтін боласыңдар. В общем, Қасым Қазақ дейтін блогер бар. Ол бизнесмен, кәсіпкер. И ол Бай мұсылман дейтін аты марафонды шығарады. Где там адамдар ерте тұру керек, тауға шығу керек, отчет беру керек, көп қадам жасау керек, салауат айту керек, доход, расход бәрін отчет жіберу керек. В общем, сені дисциплинировать ететін марафон ғой. Оянба. Мына жаққа тұра, оң жаққа тұра. Чекер. Мен соған қатыстым. Ақшасын төлеп, короче, ұйықтап қалсам, бірдеңе істемей қойсам, штраф болады, ақшасын төлеймін. Ма, жарты сағат болмай жеттік қой. 7 жағына лестницаның ең астында болдық. 7-тен 17 кеттік қас сағат. Неше сонда? 15 минутта жеттік қой, ма. Шынымды айтам, я не продержался до конца. Мен сол челленджден марафоннан шығып кеттім. Но мен өзімді слабый деп санамаймын. Өйткені менің режимім вообще басқаша. Сәйкес келмейді. Мен творческий адам болған соң, мен дисциплинированный адам бола алмаймын. Шын айтам бар. Өйткені мен түнде де жұмыс жасайтын кездерім болады. Таңертең де жасайтын кездер болады. Түнде жасап, ұйықтап, таңертең ұйықтап қалатын кездерім болады. Түнімен ұйықтайтын кездер болады. Короче, сондай менің жұмысым. Менің жұмысым мынандай колебас етеді ғой. Сол үшін мен где-то 18-ші күнде шығып кеттім ау деймін сол марафоннан. Зато 18 күн болдым. Главное. Өте жақсы, маған ұнады марафоны. Ну, это не моя область, короче. Но я это поддерживаю. Дисциплинированный болыңдар, достар. Я за дисциплину. И мен еш өкінбеймін қатысқаныма сол жаққа. Рахмет, Айдархан брат. Осы жылы мен дейтін концертке бардым. Бірінші рет өзімнің көзімен үлкен концерт көрдім, тыңдадым. Легендарная музыка. Живой звуктарды өте керемет болды. Сендер влогымда көрген шығарсыңдар. Влог бар каналымда. Еще сол күні мен дейтін роддомға дайындалдық. Партнерский роддойға. Камила екеуміз енді ата-ана болайын деп тұрық қой енді. Соған дайындалдық бала тууға. То есть мен қалай поддержка беремін сол кезде, қалай көмектесемін, қалай көмектесе аламын дейтін сондай сияқты темаларды үйрендім. Так, осы жылы енді жылдың соңына қарата біз Айшуақпен бірге трек жаздық. Нұрлан Қалам болды, Сойк болды, мен болдым сосын. Короче, сол трек жаздық. Легенда 3 дейтін трек. Мен по приколу жазған тексті қараңдар. Нунакунан сәлем, мені тыңдайды кілем, жылым жақсы білем, айтайын бата тілек, денсаулық керемет, ақша көп болсын деп, скоро бала тулақ, ажыл кезеткен сайын, бәрін өтістайым, чилгай стайл файн, ян білем өмір сынайды, бірақ мен сынбайым, түсем байн, майн, скоро бала тулақ, скоро бала тулақ, скоро бала тулақ, скоро бала тулақ, барлық әлем, нунакунан сәлем. Сол, короче, әдемі кетті, маған ұнады. Это уже апгрейд деп ойлады. Это уже апгрейд. Музыкадан апгрейд деп ойлаймын мен бару өзіме. Мен что-то соңғы кездер ойлап жүрмін. Может, трек записать мне деп ойлап қоямын. Өйткені жақсы шығып отыр да менде тректер. Так, сосын тездетіп кетейін. Қазақша монополия бар, кстати, жақында шыққан Қазақстан тарихы жайлы монополия. Сол аға менен реклама алды. И ол реклама почти лям просмотр жинап кетті. Айттым ғой, Қазақстан тарихын білмейсің сен. Білемін. Жарайды, кел онда ойнайық. Не бұл? Таңда, қайсымен жүресің? Осымен? Мә, кубик лақтыр. Давай, шаг жүр енді. Қазіргі киімінің музыкасын жазған Шәмші Қалдаяқов. Дұрыс? Дұрыс, молодец, бірдеңе біледі екенсің ғой. Күшті нәрсе екен, таға жүрейін. Тұра тұр, құрсын мен жүрмеймін ба? Асықпа, құрсын, мияқта 3 сөйлеуден астам сұрақтар бар. Бәрін жауап беріп үлгересің. Кәдімгі қызығып кеттім ғой. Ал дұрыс жауап бере алмасам ше. Онда артқа жүресің. Ал мен финишке бірінші жетемін. Армандапсың? Айтпақшы, мә саған жұлдызшы. Бана сұраққа дұрыс жауап беріңізші. Мына тұрған азарт қой по сути. Еще пайдалы. Отбасыңмен ойнасаң болады, достарымен, көршілермен хоть ойнай. Қазақстан тарихында әр кезеңге тоқталып өтеміз әлі, саспа. Мә тарихтан точно білімді боламын енді осы ойнау арқылы. Кел ендеше бір партия ойнап жүрейік. Жаңа жылға отбасылық керемет сыйлық. Назарларыңызға Қазақстандағы алғашқы тарихи монополия ойыны. Бұл қазақша монополия уақытты көңілді әрі пайдалы өткізуге көмектеседі. Ойнап отырып Қазақстан
тарихынан білім алуға мүмкіндік береді. Ойын 8 кезеңнен тұрады. Түркілік, моңғолдық кезең, қазақ хандығы, Ресей империясындағы Қазақстан, Алашорда, Ұлы Отан соғысы, 20 ғасырдың екінші жартысы, тәуелсіз Қазақстан. Ойынды 2 адамның көп ойнауға болады. Бұл монополияда 350-ден астам қызықты сұрақтар қамтылған. Жаңа жыл қарсаңында отбасыңыз бен достарыңызды қуантыңыз. Әр қазақ үйінде болуға лайық сыйлық. Тапсырыс беру үшін WhatsApp-қа өтіңіз. Мақтандықтан бар ғой, соңғы кездері мен рекламаларым өтіп отыр бар ғой, жесткий. Это креативный түсіріп отырмын да. Ол аға да тоже өзінің честный отзывын тастап кетті маған. Оған ұнады. Кеше TikTok-қа бір видео салғанбыз кешке таман. Енді қараңыздар, мына тарихи монополия ойынын салғанбыз ғой, короче, әдемілеп түсіріп. Енді атып жатыр ғой TikTok-та, қараңыздар. 4888 просмотр. 12 сағатта почти жарты миллион просмотр. Так, 40 000 лайк, 5 000 сақтаған, 4 600-да бір-біріне жіберген ғой, осы ойын туралы. Енді қараңыздар, TikTok-қа салдық видеоны, WhatsApp-қа прямой жібердік қой клиенттердің барлығын. Енді заказдар түсіп отыр ғой. Маған ешқандай жалоба жоқ. Сол үшін менен реклама алсаңдар болады, достар. Кстати, достар деп қойған кәсіпкерлер бар болса, конечно. Тағы осы жылда мені достар, мен алдында бірінші рет Алматыға келген кезде мен Нандуктың съемкасында болдым ғой, өзім түспесем де. Потом 1-2 күннен кейін менен Нандук реклама алды ғой. Енді осы 1-2 апта бұрын мені Нандук съемкаға шақырды. Өздерінің TikTok съемкалары бар емес па, видеоларын. Сол жаққа мені TikTok түсіруге съемкаға шақырды. Прям профессионал, команда профессионалов, аяқта үлкен камерамен жүріп видео түсірді ғой мені. Сәлем, қысқасы, басымар. Видео түстім Нандуктың, еба. В общем, қызықты болды, маған ұнады съемка. Мені көп шақырып тұрыңдаршы, пожалуйста. Осы жылда мен көп шақырса екен 2025-те. Все, съемка аяқталды менің. Бітті. Большой рахмет Нұрболатов. Сосын соңғы осы жылдың аяқталуы, итогі. Бұл мен дейтін Асар Маркет дейтін бұйырса Қазақстанда шығатын приложение, әлі дұрыс шыққан жоқ. Короче, маркетплейс, соған мен контент-мейкер болдым. Тоже 7 видео түсірдім. Міне қара, Асар Маркет бұл өзіміздің отандық қазақстандық маркетплейс. Қалған затында Асар Маркеттен тапсырыс бер. Ой, бәсе шошыттың ғой, сразу сөйтіп өтпейсің ба? Сапаға түс! Асар Маркет тұрғанда не қиналып жатсың? Мен сыйлықтарды әуелден сояқтан заказ берген. Бағасында түсініксіз бар ғой. Неге Асар Маркеттен қарамадың? Ешқайда шықпай-ақ үйде отырып аласың. Бұл не деген приложение өзі? Асар Маркет қой, өзіңізге жазып алыңыз. Менің келінім пысық екен ғой. Сені не бүлдіріп жүр десем? Қойыңызшы, мама. Осылай менде сотрудничество аяқталады осы жылдың. Болды, осымен достар, бітті видео. Қатты, может быть, қатты не емес шығар. Алдыңғы жылдардан қарағанда насыщенный емес шығар. Осы жылы мен мужик болған сияқтым бар ғой, мне кажется. Повзрослее, я размужал, мне кажется, бар ғой. Көп нәрсе үйрендім, көп нәрсе көрдім осы жылы. Сендерге де алғысым шексіз. Бұйырса достар, каналымызда 400 000 подписчик болайын деп тұр. Даже 400 000 болған шығар. Өткен мен роликті білмеймін, но қашан монтаж апалам бұл роликті. Но 400 000 подписчик достар, рахмет сендерге деп алдын ала айтып қойыншы. Біздің каналымызда 400 000 подписчик болайын деп тұр. Или болды, білмеймін. Но сол 400 000 подписчикке дейінгі болған достар, рахмет сендерге. Жаңадан келген адамдар, ассалаумағалейкум. Рахмет сендерге достар, менімен бірге болғандарыңа. Сол барлық 400 000 адам мені қарайды, мені қолдайды. Неужели я настолько влияю на человечество деп па? Менің мақсатым пайдалы болу адамдарға. Мен шынайы болғым келеді достар. Соңғы кездері мен қуып кеттім, я шын айтам. Но я уәде берем, осы жылы ютубқа мен қатты көңіл бөлгім келіп тұр. Мен өзіме мақсат қойғым келіп тұр. Даже қол көтеріп айтайыншы. Достар, ол үшін маған сендер көмектерің керек. Осы видео қарап отырсыңдар ма? Бүйтіңдерші, бүйтіп көтеріңдерші қолды. Или комментарий жазыңдаршы. Короче, осы 2025 жылда 1 000 000 подписчикке жетуге сөз берем. Надеюсь, жетемін. Осындай цель қойдым мен. Осы основной Нунакун каналында 1 000 000 подписчикке жетсе екен деп тұрмын енді. Біз 400 000 болдық. 1 000 000 подписчикке әлі 600 000 подписчик бар. Но надеюсь, мен сол осы 2025 жылда жақсы контент шығарам, чтоб который 1 000 000 подписчикке жететіндей. Достар, комментарий жазыңдар. Сол маған мотивация болады. Хэштег Нұрболат 1 лям деп жазыңдар. Тіркеліңдер, сосын достар, лайк басыңдар әрбір видеома. Хэштег Нұрболат 1 лям деп жазыңдар. Өтініш достар, мен үшін сол мотивация болады. Мен үшін сол мотивация болады достар, видео түсіруге әрқашан. Мен очень жесткий цель қойдым енді, жалғыз цель болса да осы менің жалғыз целім болады. YouTube болады осы жылғы цель. Екінші жарнамада күн сайын летсплей түсіріп тұрам Майнкрафттан или басқа ойындардан да. Но основной канал осы канал. Осы каналға менде көп цельдер бар.
Сендерді жақсы көремін достар. Рахмет сендерге осы видеоны до конца қарағандарыңа. Сендермен болған мен Нұрболат. Надеюсь, бұл видео сендерге мотивация берді, бірдеңе үйрендіңдер, бірдеңе түйдіңдер деп ойлаймын енді. Мен жалпы не түйдім осы 2024 жылы? Әрқашан өзіңнің қателіктермен жұмыс жасау керек. Сен всегда идеальный бола бермейсің. Иногда сен тупой болып кетесің, жерге түсіп кетесің. Сол жерге түсетінін біле тұра, сен жоғарыға көтерілуді, үмітіңді үзбеу керексің. Осы жылдың менің түйгенім осы деп ойлаймын енді. Осы жылда мен көп қателестім. Мен даже сөйлеп білмеймін, но мен сөйлеп үйреніп жатырмын. Ораторское искусствоға бардым, кстати, жақында. Білім алып жатырмын, бұрынғы қателіктерді жасамауға тырысып жатырмын. Болды, осы видеоны аяқтайыншы, құрсын көп сөйлеп кеттім. Сендермен болған мен Нұрболат. 2025 жыл өте керемет болсын, өте кайфовый болсын. Пока, чао. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here